үлкен проблема бізде жазуды үйретпейді да көп жағдайда негізі. Бірақ бұл жазу әдетім ешкімге керек емес, бәлкім саған осы жазумен айналысу керек шығар. Мүмкін Ән айтайық там деген кезде мен бәрі там домбыра ойнап адай там терме деген сияқты айтса мен Queen'ның ана Don't Stop Me әнін айтып отырмын да. сол өз-өзіңді зерттеу ең негізгі дүние екеніне көз жеткіздік. Филармония бітірген қыз екен. Давай бірге бір күй жарысы ұйымдастырайық деп отырамын. Мен Нұрғистанның ойнасам бірге ойнайды. Потом давай балбыран көрейік. Потом ана Кеңес заманынан қалып қойған көп жұмыс, көп ақша. Аз жұмыс істесем, демек ол аз ақша. Мен көп ақшаға лайық емеспін деген дүние бар да. қазақ сәл басқаша да. Өйткені қазақ әрине біз еңбекқор халықпыз. Бірақ біз сәл жұмысқа бір көзқарасымыз сәл өзгеше. 20-30 жас аралығы Мэг Джейдің айтуы бойынша ең маңызды жас аралығы. Егер сен жаңағы 20-30 арасында алып өзгермесең, сен бере алмайсың ештеңе. Сен жоқ зат бере алмайсың да ешқашан. Арма құрметті көрермен, сіздермен кейіпкер подкасты. Бүгінгі подкастта біз рухани және кәсіби даму тақырыптарына тоқталамыз. Ал подкасттың қонағы инженер, Нәрікби Лайв подкастының авторы Нәрікби Мақсұт мырза. Нәрікби мырза, біздің подкастымызға қош келдіңіз. Рахмет. Жаңылхан көп рахмет. Осы 140 комьюнити. Сіздерге көп рахмет. Осындай бір әдемі студияда сіздермен отырып уақыт бөлісіп жатқаныма өте қуаныштымын. Өте керемет. Жалпы біз сізді Нәрікби Лайв подкастының авторы ретінде танимыз. Ал біз одан басқа сіз жайлы қандай ақпараттар білуіміз керек? Сіз әлеуметтік желілерде өзіңіз жайлы бөліспейтін ақпараттарды айта аласыз ба? Мен өзім жалпы ұзақ уақыт өзімнің жеке өмірім туралы басқаша жаңағы өзімнің қалай айтсам екен өзім кәсіби өміріммен былай жалпы кәдімгі жеке өмірімді бөліп қараймын да. Жаңағы кәсіби өмірім бөлек, жеке өмірім бөлек және жаңағы подкасттағы өмірім ол бөлек. Бөліп қараймын. Сондықтан ұзақ уақыт мені мысалы үшін бір топ адам мені подкаст жүргізуші деп таниды, бір топ адам мені инженер деп таниды, бір топ адам мені жай достарым деп таниды да. Сол үшін мен үш түрлі адам секілдімін да ол жерде. Енді былай айтатын болсақ, қарапайым қазақтың баласы, мүмкін осылай ғана айта салатын шығармын. Осы қоғамда Алматыда туып өскем. Осы IT университетті бітіргем, осы IT саласында біраз уақыт жұмыс істеп жүрмін әлі де. Одан бөлек қызығушылықтарым көп адаммын ғой, қысқасы. Мүмкін осы сұраққа келетін болсақ, өмірде өте көп қызығушылықтарым болған, әлі де бар. Сол қызығушылықтардың артынан жүрген, сол подкаст солардың бірі шығар. Қызығушылықтардан шыққан бір бөлігі, бірақ шықпаған қанша. Мысалы сондай да. Яғни хобби дейміз ба, жаңағы жай ғана бір қызығушылықтар, неше түрлі былай эксперименттер, солардың бір нәтижесі деп айтайын. Күшті, енді өзіңіз айтып қалдыңыз, әртүрлі рөлдерді ұстанам деген сияқты. Бұл өмірде қаншалықты қажет? Әртүрлі рөл, әртүрлі адам, жалпы бұл өмірде сондай рөлдерді ұстану қаншалықты тиімді? Жалпы менің ойымша адам баласы өзінің рөлдерін бір нақтылап алу қажет секілді көрінеді. Себеп біз бірнеше туыласа бірнеше рөл аламыз негізі. Және сол рөлдерді өмір сүрген сайын, жыл өткен сайын жаңа рөлдер қосыла бастайды. Енді мысалы мен туралы айтатын болсам, мен біріншіден адаммын деп айтамыз, біріншіден сен адам баласың, екіншіден мұсылманмын, үшіншіден сен мен бір ата-ананың баласымын, төртіншісі мен ағамын, інімін, бесіншіден жаңағы мен қазір отбасының яғни көшбасшымын деп қоймай, енді отбасының иесімін, енді өзім біреудің күйеуімін, екі баланың анасымын деген сияқты, енді әйелімнің жарым бар деген сияқты. Сондықтан басқа тұсы бар, мысалы кәсіби жағы, мысалы мен әріптеспін, біреуге менеджермін, біреуге басқа да, яғни осындай жаңағы жиынтық бар да сенің рөлдерің өмірде. И сол жиынтықтарды дұрыс атқара білу үшін сол жиындар жалпы қандай рөлдер бар екенін түсіне білу маңызды секілді. Сондықтан кейде өйткені ол рөлдерді былай нақтылап алмасаң, нақтылық
болмаған жерде өзі қиыншылық басталады да. Мысалы өйткені белгілі бір кісі бір рөлді дұрыс анықтамаса өзіне жауапкершілік алуға тырыспайды да. Мысалы бір адам өзін мысал ретінде аға ретінде көрмейді да, тек баласы ретінде көреді, аға ретінде көрмейді мысалы біреуге. Сол үшін мүмкін белгілі ағалық белгілі бір жауапкершілікті ала алмайды деген секілді, немесе өзін әріптес ретінде санамайды мысалы. Сондықтан өзін жеке тұлға деп санайтын, мысалы әріптес деп санамайды. Сондықтан бұл андай командамен жұмыс істеу деген жақты білмейді дегендей ғой. Вот сондықтан маған сұрағыңызға қайтып келсек, рөлдер көп, бірақ рөлдерді бөліп шығарамын. Және де бұл маған негізі студент шағымда қатты көмектескен, оларды бөліп шығару. Өйткені мен өзім сол уақытта, мысалы студент болған кезде, мен студентпін, ол бір өмір, мен өзде жұмыс істеп жүрдім, мен әріптеспін біреудің, ол бөлек деген сияқты. Мен доспын біреуге, ол да бөлек деген сияқты. Осылай бөліп алдым да, и әр жаңағы рөлдің ішінде түрлі мақсаттар, миссия бөлек қой. Сондықтан сол тұрғыдан қарауға тырыстым да, әлі күнге дейін сондай. Күшті. Енді қазіргі қоғамдағы белгілі бір маңызды тақырыптардың бірін қозғап кеттіңіз. Ол жеке өмір және жұмыс. Көбіне біз жеке өмір мен жұмысты қатар ала алмай жатамыз, немесе қайсысын қалай приоритетке қою керек деген сұраққа жауап таба алмаймыз. Қалай ойлайсыз, жұмыс пен жеке өмірді приоритет бойынша қалай бөлуге болады? Белгілі бір практикалық кеңестер сізден болса, менің ойымша ол көрермендерге өте пайдалы болатын еді. Енді мен андай бір сұмдық тәжірибесі көп, білмеймін, бір сондай бір кісі деп ойлаймын ол жағынан. Бірақ енді көргенімді айтып тұрған, маған ол тұрғыда үлгі болатын адамдар көп болды. Мысалы үшін былай Европаға көшкен кезде сол қатты байқалатын, мысалы голландықтар туралы айтатын болсам, жалпы халық ретінде сол әдеті қатты байқалатын. Мысалы үшін жұмыс деп олар жаңағы 9-дан 6-ға дейін жұмыс істеуі мүмкін, бірақ 6-да жаңағы жұмысы немесе сабағы бітетін кезде бірден жаңағы басқа рөлге ауысады. Мысалы үшін жаңағы әке болса 6 сағат 6-да 6 жарымда жаңағы үйіне барып баласымен ойнап, кешкі асын ішіп, оларды ұйықтатып, ойнатып, сөйтіп жасайды деген сияқты. Енді айтқым келгені, ол былай байқамағанмен негізі бізге, бірақ мен оны сырт көз болып қараймын. Осы кезде жаңағы байқайтын, мысалы бізде көп әсіресе ер кісілер мысалы үшін жұмыстан ұзаққа қалу, жұмыстан кейін бір жаққа бару, бүйту, кешкі жақын үйге бара салу деген сияқтындай бар да. Енді белгілі деңгейде балаларын кеш көреді, немесе балалар барасы ұйықтап жатады деген сияқты. Ол дәл осы әдет голландықтардың мүмкін емес әдеттердің бірі да. Өйткені оларда шынымен маңыздылығы бар. Яғни олар ағылшынша work life balance дейді. Яғни сен өзің жұмысың мен жеке өміріңнің бір белгілі балансын сақтауың қажет ол жерде. Өйткені сақтамасаң белгілі бір өзінің нәтижесі болады, нәтижесін көресің кейін дегендей да. Сондықтан әрине барлық қоғамда ол мүмкін деп айта алмаймын. Әсіресе Қазақстанда айтатын болсақ, жеке өзім, өйткені көп жұмыс орындары деп айтайын, бұндай баланс сақтауға енді қиын, шын айтқанда. Өйткені сенде жұмыс кешке жақын болып қалады, немесе клиенттер кешке дейін жұмыс істеп қалады дегендей. Бірақ қайткен күнде де біз қайтып келеміз ғой рөлдерге. Яғни рөлдердің бір маңыздылығын бірі, менің ойымша, рөлдің ішінде сен әр рөлде өзінің жұмыс істеу принциптеріңді анықтап алуың қажет секілді. Мысалы үшін отбасы болатын болса, егер сен шынымен 8-ден кейін ғана босайтын адам болсаң, онда жаңағы жұбайыңмен белгілі бір келісімге келу керек та. Яғни мен 8-ден келем, бірақ 8-ден кейін мына жұмысты өзіме мойныма аламын. Ал есесіне, мысалы демалыс күндері мен сол қатыса маған 2 сағатында өтеймін деген сияқты. Мысалы үшін дегенде ғой, енді белгілі бір структура, жүйе болу қажет та. Өйткені жүйе болмаған кезде қиын болды. Немесе жаңағы жұмысты айтайық. Сен мысалы жұмыста араласқың келмейтін адам болсаң, мысалы көп адамдар фокуста жақсы көретін, жеке тұйықталып бүйтіп отырып жұмыс істегенде жағатын сондай адам болатын болсаң,
онда бірден жаңағы жігіттер қыздар мен осындай адам едім, ол мен сендермен араласпауым, ол сендерді ұнатпауым емес, мен солаймын деген сияқты түсіндіру де маңызды, яғни келісе білу маңызды. Яғни айтпағым келісім деп айтайын, стандарттарды бекіту, келісім деген мәселені ешқашан ысырып алып кетуге болмайды. Яғни әрқашан адам баласы қалай болса да келісе білу қажет, және де әр рөлінде әртүрлі келісімдер бар. Мысалы бағана айтқан отбасылық келісім басқа, жұмыстағы келісім басқа, мысалы спорттағы келісім басқа дегендер сондай. Күшті, керемет. Енді осы орайда біз тағы да бір маңызды тақырыпты көтердік. Ол принцип және приоритет. Біз кейде адамдар осы дүниелерді ажырата алмай қаламыз. Принципті бұзуға бола ма, жалпы қағиданы бұзуға бола ма, әлде приоритетті ұстанбай қалса не болады деген сияқты сұрақтар бізді жиі мазалайды. Сіз осы принциптеріңіз бен приоритеттеріңізді қалай бөлесіз? Енді былай айтайық, анықтамаға келсек, мысалы приоритет деген затты не деп түсінсек болады? Мысалы приоритет деген ол дәл қазір, дәл осы уақытта, дәл осы жерде ең маңызды болатын іс қой. Негізі приоритет деп айтылатын болсақ, негізі. Және приоритеттер тізімін құру үшін сен сол мәселені түсініп алуың қажет. Яғни қай жерде қай мәселе қай кезде маңызды болады. Енді жеке мен туралы айтатын болсақ, әрқашан қандай жағдай болмасын, отбасы бірінші орында. Мысалы үшін қандай, мысалы өйткені былай болады да, неге оны бастан неге анықтау маңызды? Өйткені мысалы үшін сенде жұмыста бір жұмыс шығып тұр, және де отбасында бір жағдай шығып тұр. Сен қайсысын бірінші аласың деген сұрақ қой. Вот енді шын айтқанда мен жағдайымда мен отбасын әрине бірінші орында. Өйткені жұмысты сен ауыстыра аласың, отбасын сен ауыстыра алмайсың. Енді орысша айтпақшы, орысша работа не волк дейді ғой. Шын айтқанда жұмыс бар, бүгін жоқ. Сен қатты маңызды деп санағанымен ол жұмыс сен маңызды деп санауы мүмкін да. Бірақ отбасы сен маңызды деп әрқашан санайды. Отбасын былай ауыстыра алмайсың деген сияқты. Жаңа өзі көп зерттеулер бар ғой, жалпы адамның бақытты болуының бір шарты ол отбасындағы қарым-қатынасын дұрыс құра білуі деп басын айтады ғой. Яғни отбасылық ішкі жақын адамдармен былай жақын адамдармен болған бір қарым-қатынастың нығайған сайын сен де бақытты болу ықтималдан көбірек деген сияқты. Бірақ байқасаңыз жақын адамдармен, мысалы коллега деп тұрған жоқ бұл жерде, яғни сен әріптесің деп тұрған жоқ, яғни жақын адам, яғни көбінесе ол отбасы. Сол үшін адамның бір бақытты болып бір шарты ол отбасымен дұрыс қарым-қатынаста болу. Бірақ екінші жағы да бар, әрине ол жұмыс. Яғни сен өзінің мамандығын таба білу, дұрыс ортаны таба білу, сол ортада өзің көрсете білу, жұмыс істей білу деген сияқты әрине ешқашан екінші орынға болмаған. Бірақ жаңа айтқандай, әрине енді есі дұрыс адам ғой, әрқашан отбасы бірінші орында. Бірақ кей кезде жұмыс бірінші орында болу қажет. Мысалы сен бір жобаны алдың, ол жобаның біту-бітпеу сенің отбасының былай болашағына байланысты дегендей. Енді приоритеттерді қалай дұрыс құра білу керек деген сұраққа келетін болсақ, менің ойымша мынандай бір жақсы сұрақ бар да, негізі. Мысалы сенде бірнеше 3-4 алдында мақсат тұр да, 3-4 түрлі ағылшынша таск дейді, енді сен бітіру керек заттар тұр. Сол үшін қайсысын таңдаймын деген кезде сен былай қоя аласың да, егер мысалы мен мына затты істемесем соңы не болады? Ал мына затты істемесем не болады? Деп әр мысалы бөлек мәселеге осы сұрақ қойып шығу керек. Енді мысалы үшін бүгін мен мына отчетты жаңағы жібермесем не болады? Егер мен мына дедлайнда өтпесем не болады? Немесе мысалы мен бүгін қызымды осы белгілі бір мысалы далаға шықпасам қызыммен не болады деген сияқты. Істемесем не болады деген сұрақты қою керек қой қысқасы. Бұл неге ол сұрақты қою қажет? Өйткені сен бұл іс жасалмаса соңы неге алып келеді, және ең жаман сценарийді түсіну қажет қой негізі. Яғни мысалы үшін егер сен бір істі жасамай сен жұмыстан шығатын болсаң, ол өте жоғары деген сөз, өте маңызды деген сөз. Немесе сен ол жобаны жамасаң бүкіл сен жанындағы адамдар зардап шексе, онда сен шынымен ол істі жасауың қажет деген. Ал егер мысалы сен ол істі жасамасаң ештеңе өзгермесе, значит ол ең соңғы приоритеттегі зат деген сияқты. Яғни түсіне алдың ба? Енді егер сенде өзіңде былай өзінің мәселелердің ішінде отбасылық және де кәсіби өзінің жұмысына қатысты
жобалар бәрі бірге араласып жаңағы қайсысын таңдамай жатсаң осы сұрақты қойып көрсек болады. Мысалы үшін егер мен бүгін баламды балабақшаға апармасам не болады? Мысалы үшін оны сенің әкең апара алады, жұбайың апара алады, басқа кісі болса оны былай делегировать ете аласың. Ал жұмысты сен делегировать ете алмайсың басқа кісіге. Егер солай болса, әрине сен жұмысың бірінші орында шығады бірден. Сен айтып келісуің керексің таңертең тұрып, жаңағы мына баланы мен апара алмаймын, өйткені мына жоба шығып тұр, өйткені нәтижесі осыған алып келеді деп. Өте оңай және де шешуге бір көмектесетін бір фреймворк қой енді, шаблон орысша айтсақ. Одан бөлек приоритеттерді анықтаудағы мынандай бір енді оңай таблица дейміз бе, былай кесте құрсақ болады. Мысалы сіз 10 түрлі жаңағы тасктарыңыз бар, бітіру керек. И олардың әрқайсысын тізіп шығасыз да, 1-ден 10-ға дейін бір не бересіз, скор дейді ғой, яғни баға беріп көресіз. Мысалы ол жерде көбінесе effort деген ағылшынша енді қаншалықты көп қаншалықты көп сен уақытыңды немесе ресурстан жұмсайсың, және де result, қаншалықты үлкен нәтиже аласың. Мысалы үшін сен бір отчет жазуың қажет, бірақ отчет жазғаннан соң сенің бүкіл жобаң бітеді, сен мысалы үшін ақша аласың. Үлкен, нәтижесі өте үлкен. Мысалы айтайық, нәтижесі 10 болатын болса, ал effort, яғни жұмысы 3 немесе 4. Немесе басқа жоба тұр, одан кейін оның мысалы сен басқа бір кісімен кездесуің қажет, ол кісі басқа бір қаланың шетінде тұрады, сен оған баруың керексің, кездесуің керексің, бірақ ықтималдығы ол нәтижесінің жақсы шығуы 50-50 мысалы. Нәтижесі 5, бірақ жұмсалатын жұмысы 8. Түсіндіңіз ғой? Яғни түсінесің, яғни былай өте қарапайым таблицамен ақ түсінуге болады. Значит, мынау бірінші отчет тапсыру маңыздырақ, ал мынау одан кейінгі болатын задачалар деген сияқты. Білмеймін, осындай бір қысқаша ғана осылай қиындатудың қажеті жоқ. Әрине, былай қиын күрделі жобаларда олай мүмкін емес. Өйткені кейде енді үлкен жобалар алатын болсақ, ол жерде приоритеттерді шығару формулалары өте қиын. Мысалы, ойлаңызшы, сізде 1 емес 100 таск, немесе 1000 таск болатын болса, қалай шешеміз? Ол жерде жаңағы енді танымалдардың бірі RICE деп аталады. Ол жерде reach, intersection, RICE деген оқып көрсеңіздер, RICE, күріш деген сөз бар ғой, RICE. So RICE framework десеңіздер өзі шығады. Confidence, effort, result, и ұмытып қалдым. Сондай бір не бар, формула бар. Бірақ енді ондай формула біздің жеке өмірге келетін болсақ, соншалықты қажет емес. Жаңағы қарапайым мынаны істесем не болады деген зат керек. И екінші жаңағы бұны істемесем не болады деген қажет. Керемет. Соңғы айтқан мысалыңызға негізі Дуайт Эйзенхауэрдің маңызды емес, шұғыл маңызды деген 4 бұрыш, 4. Сол таблицасы да келетін сияқты. Күшті. Рахмет көп жауабыңызға. Енді адам жұмыста да даму керек, жұмыста приоритетте болу керек деп айтып қалдыңыз. Ал жұмыста кәсіби даму үшін адамның бойында қандай қабілеттер болу керек? Қандай қабілеттерді дамыту қазіргі 21 ғасырдың сұранысында деп ойлайсыз? Жеке менің ойым, қазір технология даму заманы ғой. Енді мысалы үшін егер мен өзім инженер ретінде айтатын болсам, бұрында ең үлкен Қазақстанда болсын, басқа жерде болсын, керек дағдылардың бірі ол менің жағдайымда код жазу болатын. Мысалы, сен код жазуды тексеретінде көбінесе сен жаза аласың, жаза алмайсың ба, қаншалықты жақсы жазасың дегендей. Бүгінгі күні қызық, себебі ол мәселе сәл шешілген, яғни кодты біз жазбаймыз, кодты кодинг агенттер жазады, Клод деген сияқты компаниялар бар дегенде ғой енді. Бірақ мәселе не үшін жұмыс істейміз деген сұраққа келетін болсақ, менің жеке ойым бұл тәжірибе, яғни сен қаншалықты қандай технология қолданба, тіпті мысалы осы подкаст алатын болсақ, сіздің мысалы көп подкаст жазатын адам болатын болсаңыз, оны қаншалықты автоматтандырсаңыз да, былай тәжірибені ешкім ысырып тастай алмайды. Өйткені тәжірибелі көп адам ретінде сіз оны басқаша көресіз. Ол бір. Екі, жауапкершілік деген мәселені ешкім ойынан ала алмайды да. Қандай жаңағы жасанды интеллект арқылы автоматизацияны қоспасақ та, ол кез келген технология өзіне жауапкершілікті ала бермейді. Ол тек өзінің жұмысын жасайды, жауапкершілікті ала алмайды.
енді жауапкершілікті ала білген күні біздің жұмысымыз босайды ол кезде шын айтқанда. Өйткені шынымен ол жаңағы технология өзі жауапкершілік алып мойнына алып жаңағы істей алса ол бөлек мәселе. Бірақ ол әзірге ондай емес. Сондықтан қандай жерге жұмысқа тұрмасаңыз да бірінші сұрақ мен ойымша қоюға қажеттердің бірі ол мен қандай жауапкершілік ала аламын мына жерде. Жауапкершілік өйткені адамның өспеуі сол жауапкершілікті ала білу дағдысы ғой негізі. Яғни сен шынымен мына дәл мысалы приоритетті дұрыс түсіне білу, мысалы дәл осы жобада, дәл осы командада қай жоба маңызды және кім оған жауапты. Және егер сол жауапты адам болмаса, мен сол жауапты адам бола аламын ба? Және сол егер бола алатын болсаң, қаншалықты мен ол жобаны өз мойныма ала аламын, жалпы мен ресурсым жете ме оған жалпы деген сияқты сұрақтар қоя білу арқылы өйткені сенің мысалы бастығың бола ма, менеджерің бола ма, әрқашан жаңағы өзіне жауапкершілікті алып және сол жауапкершілік мойнына көтере алатын адам іздейді ғой. Негізі қай жерде болмасын, мысалы сіз қандай жоба болмасын, өзіңіз жобаңыз болсаңыз да, қол астыңызда адам алатын болсаңыз, сіз әрқашан өзі автономды түрде сізден көп сұрақ қоя бермейтін, өзімен өзі сіздің жұмысыңызды жасап, одан істен артығын жасап беретін адам іздейсің әрқашан. Сол сияқты да. Бұны ешқандай технология, ешқандай автоматизация шеше алмайды да бұны қазір. Негізі байқайсыз ба, көбіне сол жауапкершілік алатын адамдар да тезірек дамиды басқаларға қарағанда. Компанияда да тезірек кәсіби тұрғыда биік лауазымдарға жетеді деген сияқты. Өйткені олар өз қол астына бірнеше адамды ерте алады, соларға тапсырма бере алады және өзіне берілген тапсырманы өте күшті орындайды. Керемет кеңес, рахмет көп. Енді қызығы, осы жауапкершілігі бар маман, одан бөлек, одада басқа да қабілеттер болу керек, жауапкершіліктен бөлек, бәлкім ол жеке қабілеттерден бөлек, кәсіби қабілеттер, мәселен коммуникация деген сияқты. Сондай қабілеттерге қандай қабілеттер дағдысын жатқызар едіңіз? Енді өзіңіз айтып өттіңіз, мысалы коммуникация деген. Мысалы бізде коммуникация деп жаңағы сөйлей алу деп қана түсінеді да. Мен интроверт емеспін, мен экстравертпін, мен сөйлей аламын, ол коммуникация емес. Ағылшын тілінде effective communication деген зат бар да. Effective communication яғни тиімді коммуникация деген бар. Яғни ол дегеніміз, мысалы коммуникация тек тілдік емес, коммуникация мысалы текстегі коммуникацияны айту болады. Тіпті білмеймін, сіз мысалы қалай текст жазасыз, мысалы мен текст жазар алдында өте көп ойланамын. Және де енді көп жағдай ол орын алмайды, бірақ мен жиі айтамын адамдарға, маған аудио жазба жазғаннан гөрі текст ретінде жазып жіберіңіздерші, тура осы сұрағыңызды текстпен жазып жіберіңіздерші. Себебі текстпен жазған кезде адам негізі ой жинақтап, өйткені сен бар мынандай үлкен миыңда сыймай жатқан ойыңды бір қысқа текстқа салған кезде сен маңызды емес заттардың қайсысын екенін түсіне аласың да тез. Мысалы айтасың, мынаны айту керек дейсің, бірақ ол текстқа маңызды емес, алып тастайсың. Мына текст маңызды емес, алып тастайсың дегенде. И мысалы тіпті өз жұмысымда да жаңағы подкастта да, мысалы мен текст деген затқа қатты қараймын. Мысалы үшін мен бір кісіні жаңағы шақырғым келеді деп айтайық подкастқа. Мен ол кісіні танымаймын. Ол кісі мені танымайды. Бірақ маған шақырғым келсе, мен біраз жұмыс жасаймын да, мына текстті оқыған кезінде адам жауап бергісі келетіндей қылып жасадым. Мысалы сен оқисың оны, оқыған кейін жауап бермеу мүмкін емес болып қалады да. Өйткені сен оқыған кезде шынымен сіз мына адам жұмыс істеген, мына адам кәдімгідей мына текст жазу үшін біраз тер төккен деген сияқты осындай бір түсінік пайда болады. Мысалы үшін мен болған бір жағдайлар, жаңағы бір кісіні шақыру үшін оның бірнеше подкастын қарап шыққам, кітабын оқып шықтым деген сияқты, кейін барып жазам. Сәлеметсіз бе, менің есімім Нәрікби, мен мына дүниелеріңізбен таныспын. Жаңағы холодный интро дейді, яғни сен таныстыратын ортада адам болмағандықтан сен барынша тексттен ол адам әсер алатындай қылып жазу қажет та, мысалы үшін. И ол жұмыста да сондай. Өйткені жұмыста сен жаңағы үлкен компанияларда сен көбін тани бермейсің да, үлкен организацияларда. Сол үшін сен оларға былай хат жазған кезде, не істеген кезде сен тура осы мәдісті қолданасың, сені өзің кім екеніңді, не үшін жазып жатқан және не жазғың келетін ойыңды өте қысқа, жетімді қылып жеткізуің қажет. Және де ең қызығы бізде мысалы үшін енді білмеймін, енді қазақ мектептерінде деп айтайын, жалпы қазақ мектептеріндегі бір үлкен проблема
бізде жазуды үйретпейді да көп жағдайда негізі. Жазбаша былай жазу дегенді былай түсінсек болады. Мысалы үшін менің бір досым бар, ол Американ Беркли университетінде оқыған Азиз деген бала. Азиз өзі Беркли университетін бітірген, өте жаңағы әлемдегі ең топ 10 университеттің ішіне кіретін жерлердің бірі ғой. Енді түсу өте қиын. Ол жерге түсе алған, бірақ түсе алған себептердің бірі ол жақсы күшті эссе жазған да бұрында. Қазір сол эссе жазумен адамдарға мектеп оқушыларына көмектеседі. Ағылшын тілінде. Енді ол маған не айтады? Нәрікби дейді, біз мектеп балаларына мүлдем балаларға жазуды үйретпейміз дейді да. Біз сөйлеуді үйретеміз, мысалы. КВН бар, мүмкін осындай балалар подкаст түрі мүмкін. Әртүрлі іс-шаралар болуы мүмкін, ән айту мүмкін деген. Бірақ текст ол өте қиын формат. Себебі сен, мысалы үшін мен айтамын, соңғы бір айда жасаған жұмыстарының текстке енгіз. Ол өте қиын жұмыс негізі. Сен отырып, саралап, рефлексия жасап, оны ойыңды жинақтап, оны текстке аударып, оны текстті өңдеп, қайсысы маңызды емес деген сияқты осындай жұмыс жасасаң, кәдімгі қиын. Мысалы менде әртүрлі жаңағы қазіргі күні площадкалар бар өзінің қолданатын. Оның бірі YouTube, оның бірі Telegram, оның бірі Instagram, TikTok, барлық платформаларда бар. Бірақ маған десең, парадоксально, ең қиын платформа мен үшін дәл қазір ол Telegram болып кетті. Өйткені Telegram сен нақты былай әдемі текст жаза білу керексің да. Өйткені ол жақта жаңағы визуальный формат емес, ол текстовый формат. Сондықтан да текстті әдемі жаза білу ол бір үлкен дағды негізі, шын айтайын. Және бүгінгі күні жаңағы болады адамдар неден қысылады, видеодан қысылады, интроверттің дейді, камераға жазу керек, анау текст жазып көрсеңдерші, өте қиын жұмыс. Текстовик жалпы ол қазір ChatGPT жазып береді, ойна, ол емес негізі. Текстовик ChatGPT жазып бере алмайды сіз сияқты. Ол сіздің ойыңызды алып кете алмайды ғой. Яғни мына ойды қағазға түсіру, мысалы ол ChatGPT емес, прям қаламды алып қағазға түсіру өте рефлексияны өте қажет етеді негізі. Осы жағынан бізге көп үйрену қажет. Мен кейде жазатын хаттарды оқимын да, бірден түсінесің, мысалы қай адам мына хатты жазуға тырысты ма әдемі қылып, немесе тырыспады ма. Өйткені тырысқан адам да былай болу керек. Сіз хатты оқисыз да, тамсанасыз да, бір белгілі бір жаңа ақпарат немесе бір эмоция аласыз да, соңында сізге бір ұсыныс болады. Ұсыныста сізде артық сұрақ қоймайды да. Ұсыныстың соңы сіздің я не жоқ деген сұрағыңызға келіп келу керек. Ал текст ол, мен айтамын, өте қиын формат. Әлі де қайта жатыр, өйткені әлемнің үлкен университеттері эссемен қабылдайды да. Әрқашан. Бізде өкінішке орай мысалы ент-мен, ұбт-мен немесе бағамен қабылдайды, ол көрсеткіш емес негізі. Көрсеткіш сенің ойлау қабілетін көрсеткіш, мынау сенің ойыңды қағазға түсіре алу көрсеткіші негізі осы. Негізі қоғамдағы ең үлкен бір дертті атап өттіңіз. Себебі қазір сөж, бөж деген дүниелер көп қой біздің университеттерде де. Оны да ғаламтордан алып, Ctrl-C, Ctrl-V деп қоя салып. ChatGPT, Gemini, басқа. Ол әрине ол бізде ғана болып жатқан нәрсе емес. Бірақ мен мүмкін айтарым, бұл қазір медитация, рефлексия деп айтамыз ғой. Текст, жай қаламсаппен қағазға текст жазу, ойыңды соған түсіру үлкен медитация негізі. Бұл бір медитативный бір эффекті бар негізі. Өйткені сен анау миыңда мен мысалы менде андай СДВГ-мын да сәл. Синдром андай, сондай синдром. Яғни мен бір орында отырамын, бірнеше ойды істеп кетеді. Миым ашып кетеді, ADHD дейді ағылшынша. Менде сондай бар, СДВГшник қысқасы. СДВГ-да бар адамға осы қаламсаппен қарындашпен отырып ойын жазу, түзу өте маңызды. Өйткені оның ой шашыраңқы өте. Ол сондай адам. Жаратылысы сондай. Ол жаман, жақсы емес, ол сондай адам жалпы. Мен де негізі сондаймын. Сондықтан ADHD бар адамдар үнемі тыныш отыра алмайды. Олар сақтар отыру керек, оқу отыру керек, жазу отыру керек. Үнемі қолы бір нәрсе жасау қажет. Сол үшін мысалы ең дұрысы текст жазу. Текст қана термеу, жазу. Өйткені мынаған қарағанда қайта көп пайдасын береді негізі. Сондықтан мен жиі айтамын, жай неше түрлі таск менеджерлар болады, андай менеджерлер, ең
ең тиімді маған әрқашан жұмыс істейтін ол кәдімгі қарапайым қағаз ғой, қағаз бен ручка ғой, қысқасы қағаз бен қаламсап былай тізіп жазу, ойыңды соған жинақтау, сурет саласың ба бірнәрсе, осы ең керек. Менің ойымша осыдан артық жаңағы не қажет емес. Технология керісінше біз артқа тартып отқан сияқты ол тұрғыда. Бізге негізі былай тиімді болу үшін көп зат керек емес, керісінше аз зат керек. Өте керемет. Негізі бұрында жұмыс жасаған тәсілдер қазір де жұмыс жасайды. Кейде біз психологтың көмегін қажет етпесек, осы тәсіл бізге күшті көмектесетін секілді. Өйткені шынымен ішіңдегі ойыңды қағазға жазу арқылы бір босап қаласың, одан кейін соның ішіндегі маңызды элементтерді алып өміріңе, әдеттеріңе енгізу арқылы белгілі бір керемет нәтижеге жете аласың. Мен сол үшін мен бала өсіріп жатырмыз ғой енді. Менің бірден бір сол балаларыма үйреткім келетін бір әдет осы да, яғни кітап оқу жанында отырып, және де жазу жанында бірге отырып. Яғни бірге отырып жазып көрейік. Өз мысалы шығарма оқимыз ғой, мысалы кітап оқысақ, соны саммарин жазып көрейік бірге отырып, қаламға түсіріп, қағазға түсіріп деген сияқты мысалы үшін. Ол менің ойымша ата-ананың жұмысы да көп жағдайда. Бізге өкінішке орай мысалы біздің ата-анамыздың көбі бізбен олай жұмыс істей алмады. Жұмыс болды, қиыншылықтар болды белгілі деңгейде. Кризис болды дегенде әрине оңай болмады. Бірақ бізге дәл қазір біз өте бір керемет жағдайда өмір сүріп отырмыз ғой. Сондықтан енді жас ата-аналар тыңдап отырса, осыны қолға алсақ деп отырмын да. Өйткені балалардың қазіргі менталды жүйесі өте қиын. Оны біз неше түрлі психологқа апарамыз, анау отырмыз. Бірақ айтып тұрмын ғой, қайткен күнде де кітап пен қаламсап парақ осыдан артық адамзат жалпы не білмейді. Артық құрал жоқ, шын айтқанда. Өйткені бұл құрал бір 10 ғасыр бұрында жұмыс істеген, 20 ғасыр бұрында жұмыс істеген, ол қазір де жұмыс істейді негізі. Артық керек емес ол жерде қолдан табу деген сияқты. Керемет. Ал осындай мотивациясы, жалпы амбициясы өте жоғары, осы жазу, коммуникация дейтін қабілеттері де дамыған мамандарға ары қарай мүмкіншіліктерді көруге қандай әдіс тәсілдер бар? Бәлкім кейде адамдар өздерін Қазақстанмен ғана шектеп қалады. Ал сіз қазір шетелде жұмыс жасайтын маман ретінде, жалпы шетелде тұрып жатқан қазақстандық біздің азамат ретінде қандай кеңестеріңізді бөлісетін едіңіз? Себебі қазір жастардың көбінің ойында осы шетелге бару, шетелде жұмыс істеп көру, тәжірибе жинау деген сияқты дүниелер бар деп ойлаймын. Әрине. Ол жаман емес, ол тіпті жақсы ғой. Негізі мен ұзақ уақыт осы стигманы байқайтын да, жаңағы белгілі бір қоғамның бір бөлігі жаңағы балалардың кетпеуін қалайды. Мен де олардың ішінде болған шығармын біраз уақыт. Бірақ тұрып келген адам ретінде басқаша былай призманы көре бастайсың негізі. Өйткені мен мысалы үшін айтамын, егер сен соншалықты көп сынап жатсаң кеткен балаларды, сен өзің тұрып көр деп бір ай болсын, түсінесің деп ше. Немесе қатты бір кеткісі келетін балалар болады. Мысалы мен кеткім келеді, шыдамай жүрмін деп айтатын балалар бар. Айтамын, жақсы, паспортың бар ғой, бар да, білмеймін, бір визаң бар елге бар, бір айға тұрып көр өмірді. Ұнай ма деп ше. Өйткені турист ретінде барма да сен. Кәдімгі тұрып жаңағы өзінің тұрмыс тіршілігін істеп көр дегенде ғой енді. Қысқасы мен андай бірден сұрақ қоймаймын, бірден экспериментқа кірісуге қалаймын да адамдардың. Кеткісі келетін, өскісі келетін балаларға бірақ зат қой, ол әрқашан андай бір сөз бар ғой. Мен сөзі кім қалды ана. Осы бөлмедегі ең ақылды адам болма дейді ғой. Сол да, яғни сен егер ең ақылды адам сен болсаң, значит сен бөлмені ауыстыру керек деген сөз ғой жерде, қысқасы. Соны сезе білу керек қой. Яғни егер сенде бүкіл процесстер саған байланып тұрса, сен ең ақылдысы, ең тәжірибесі мол адам болатын болса, значит саған өсу қиын болады. Немесе саған делегирование жағынан үйрену керек, менеджерский жаққа кету керек, немесе маман болатын болса, саған қиындау, немесе соны ортаны дамитынау, мына жерде дамимынау деген ортаны табу керек. Көп жағдайда енді кезінде менің жағдайымда ол Қазақстанда мүмкін болмады да, сол үшін кеттік. Бірақ
қазіргі күні олай емес деп ойлаймын. Өйткені шын айтқанда Қазақстанда компания саны өте көп, және де қызмет көрсету салатын алатын болсақ, IT саласын болсақ, негізі көп. Іздемесең әрине аз болып көрінеді. Бірақ мен жеке өз басым жаңағы кәсіпкерлермен кездескен кезде, олармен осылай шай ішкен кезде байқайтыным, жаңағы көбінің айтатыны, мен таппай жатырмын, іздеп жатырмын, табылмайды деген сияқты. Ол мүмкін екі жақтың да проблемасы, яғни кәсіпкер маман табылмай жатыр, маман кәсіпкер табылмай жатыр дегенде ғой. Бірақ қалай болса да, егер сен былай өте нишадағы маман болатын болсаң, егер ол жұмыс табылмаса, онда көшу міндетті деп ойлаймын. Өйткені мысалы сен егер ғалым болсаң, мысалы үшін сен және андай бір ешкім зерттемейтін бір ғалым болсаң, айтайықшы мысалы нанотехнология болсын, бір өсімдіктердің бір фотосинтезін есептейтін сондай бір биологсың сен, білмеймін, саған жұмыс жоқ Қазақстанда. Егер сен сондай жұмыс жоқ жағдайға түсетін болсаң, әрине саған жұмыс жоқ жағдайдан гөрі сен мысалы Францияға барасың ба, Австралияға барасың, бір мемлекеттік тауып сол жақта тәжірибе алуың қажет. Бұл жердегі көп айтады, ол жаңағы тәжірибе көріп қайту керек, қашан қайтасың? Жалпы бүкіл мен көрген халықтардың ішінде жалғыз қазақ, Орта Азияның ішінде қазақтар көбіне қашан қайтасың деген сұрақ қояды. Үнемі мен мағанға, басқаға да не болды, жақсы, сендер барып қойыпсыңдар, күшті екен, қашан қайтасыңдар? Үнемі ғой, сізді қойып бердім мысалы маған өте көп қояды да, соны айтамын, ол не істейді ол қайтып деймін. Көп жағдайда қайтады, не істейді ол қайтқаннан кейін? Не жұмыс оны күтіп тұр ма біреудің нақты? Сол үшін жаңағы біраз мамандар қайтпайтын себебінің бірі негізі осы. Себебі олар түсінеді да, жалпы мен ұзақ уақыт шетелде тұрса, қайтқан кезде ол да бір шетел жалпы сенің үйің сияқты ғой. Ол да кезде сен шетелде ұзақ тұрып Қазақстан қайтсаң да, Қазақстан саған бір шетел болып көрінеді ол кезде. Сен қайттан жаңағы нөлден бастауың қажет. Өйткені сен ұзақ уақыт адамдармен араласпадың, көріспедің дегендей. Сондықтан бұл да үлкен процесс. И байқасаңыз, мысалы сен айтайық бір 7-8-10 жыл шетелде тұрсаң, сен 20 жасында кетсең де, сен 30-ға келдің да. 30-ға келсең 40-та келдің, сен үлкен кісісің да. Қысқасы, жас бала емессің, жас адам емессің, жас маман емессің. Келген кезде білесіз ғой, үлкен жағдайда, үлкен жаста бір адаммен достасып кетуде қиын, адаптация жүруде қиын. Сен балаларың мектебі бар, өзінің жаңағы ортаң бар деген, бәрі ерекше бір қиыншылықпен жүреді. Сол момент, яғни бізде жалпы шетелге көшу деген кезде, жалпы мамандық компания ауыстыру деген кезде, ол жалпы иммиграцияның не екенін білмеу мүмкін да. Жалпы иммиграция өйткені ол өте үлкен қиын процесс. Біраз отбасыларда сынып қалған отбасылар да бар, мен оларды білемін. Біраз мамандар көтере алмай қалған, менталдық тұрғыда қисынып қалған адамдар да бар. Өте көп, мен айта бермейді да. Мен мысалы бірден бір жасаған келетін өзім жеке жобалардың бірі сол иммиграцияны көрсету сәл. Бетін ашу, өйткені бізде шетелге тұрған отбасыны Инстаграмда ашсаң, жаңағы осы Америкада тұратын отбасының өмірі, сәтті кейстер көп. Лондонда тұратын қазақ отбасы деген сияқты осындай әдемі бір күшті бір осындай паркта жүреміз, жаңағы Токионы аралаймыз, біз шетелге шығамыз, біз кофе ішеміз деген осындай бір негізі біз тура соны Алматыда істейміз негізі. Бірақ көрсетпейміз. Біз оны көрсетпейміз. Алматыда да сол жасалып жатыр. Сен тура сол жаңағы паркке де кофенің бәрін ішіп жатсың негізі. Бірақ тура соны шетелде көрсең, жаңағы оны көріп жатқан Алматыда отырған бала немесе Таразда отырған бала тұрады, мен істегім келеді. Сен де оны істей аласың да негізі. Сол елде. Айтқым келгені, ол елдегі белгілі бір өмірді әдемі көрсетеміз да, бірақ мына бергі жағын, басқа жағын көрсетеміз. Ол баланы менталдық тұрғыда, мысалы отбасының қиналуы немесе жаңағы туысқандардың сен жиі көре алмауы, мысалы да. Қиын ғой. Мен мысалы бір жағдайлар білемін. Бір отбасы, мысалы үшін, ұзақ уақыт Қазақстанда болмаған, 5 жылдан астам. Неге деп сұрақ қойсам, жаңағы мен ата-анамды алып келем деп жүрді. Жасаймын, жегіп жүрген кезде ата-анасы қайтыс болып кетті.
өмірден алынған ситуация, өмірде болған жағдай. Өте өкінішті және Өкінішті, яғни өзекті өртейтін дүние ғой. Мысалы енді сұрақ, ол шетелге көшіп оны тұрарлық па осындай, сен ата-анаңды көрмей өткенге 5 жыл бойы? Мысалы үшін менің ойымша жоқ. Bir адамға магия шығар, бірақ менің жеке көзқарасым ондай болмайды. Осыны айта бермейді да адамдар. Сол үшін қандай болмасын, қандай жағдай болмасын, адам баласы қандай кезде болмасын, жалпы қазаққа ең ыңғайлы жер Қазақстан ғой негізі. Ол голландыққа Голландия, французға Франция дегенде ғой. Өз елінің артық ел жоқ негізі. Өйткені бізде андай бар, жаңағы қайтсек те жаңағы шетелде басқа жерде әдемі, өмір күшті деп. Бізде ғана емес, сізге айтайын. Европада да бар. Мысалы поляктар бар, мысалы Польшаны атпайды, ой құрсын кету керек, кешу керек деп мысалы кетіп қалады. Андай күлкілі жаңағы. Қазақстандықтар біраз мысалы Чехияға көшеді, чехиялықтар, жаңағы Голландияға көшеді, голландиялықтар, Англияға көшеді, англиялықтар, Америкаға көшеді дегенде ғой. Әркім әр жаққа көшеді да, үнемі, өйткені ар жақтағы өмір әдемірек сияқты көрінеді. Бірақ енді әркімнің әрғай, енді бірақ мәдениет тұрғысынан басқа тұрғыдан да оңай емес негізі. Оны ұмытпау қажет деген ғой. Өте керемет кеңестер айттыңыз. Меніңше бұл айтылған сөздеріңіздің барлығы әрбір адамға күшті керемет әсерін қалдырады. Себебі мен өзімде белгілі бір ойлар қалыптасты, шетелге байланысты, жалпы оның қиындығына байланысты. Себебі осы уақытқа дейін мен шетелдегі өмірді шынымды айтсам романтизациялайтынмын. Мен үшін шетелде өмір сүру ол кафеде таңғы ас ішу, одан кейін жүгіру деген сияқты дүниелер, бірақ шын мәнінде біз оларды Алматыда да жасай аламыз. Ол Алматыда өте мүмкін ғой. Қысқасы негізі шын айтқанда бір парктың жанына көш, таңертең соның астында бір жақсы бір үйге тұр, соның астында кофейня бар, жүгір. Бар деген ғой. Қысқасы ол, мен айтамын, ағылшын тілінде quality of life деген бар да, жалпы quality of life деген жаңа сенің бағана осы әдеттерді істей алу мүмкіншілігің ғой. Енді Алматыда ол мүмкін да негізі. Көп жерде, мысалы, енді шыны керек, кейбір қалалар мүмкін емес шығар. Сен ауылда тұрсаң, мүмкін емес шығар. Оның үшін қалаға көш деген сөз да, енді шын айтып, урбанизация шаға кетпеген. Бірақ енді сен онсыз да жаңағы Алматының бір жақсы жерінде тұрсаң, егер сен өмірің немесе Астанаң да жақсы жерде тұрсаң, саған ол өмір ұнап жатса, ол ұнап жатқан өмірді кейде білмеймін, комфорт, өйткені бір мен сұраймын да жаңағы қатты комфортқа кіріп кеттім деп айтады кейде. Ол жаман емес қой деймін да. Мен шын айтамын, комфортты өмір деген біраз адамға ол мақсат қой. Егер сен сол комфортқа жете алсаң, значит комфортты өмір сүріп жүрсің деген сөз негізі. Бірақ негізі психологияда комфорт өмір сүруге болмайды деген түсінік қалыптасып кеткеннен соң ба? Ол дұрыс түсіну керек. Комфортты өмір сүру деген дүниені былай дұрыс призмамен қарау керек. Комфортты өмір сүру, яғни сен өз қажеттіліктеріңді өтей алатын деңгейде өмір сүріп жатсың деген сөз. Сен комфортны өмір сүріп қойдың тым деп айтатыны сен қажеттілігіңді көбейткің келіп отыр деген сөз. Түсіне алдың ба? Себебі мысалы мен қазіргі өміріме қажет бүкіл жағдайын жасадым. Маған комфорт жетеді. Сен тұрасында мынау өмірімде сәл қажеттіліктерін көбейтемін. Деңгейімді көтерейін. Деңгейімді сәл көтеремін. Мысалы там комфорт плюс емес бизнеспен жүремін дейсіз да, мысалы үшін. Яндексте болды. Мен комфортым сәл жетпей отыр деп қиналасыз деген сияқты. Үнемі жаңағы жетуге тырысасыз. Бұл негізі қатты қажетті емес та. Сіз негізі экономияда жүре аласыз да негізі. Сондай мәселе ғой айтқым келген. Яғни бізде бір подкастқа жаңағы ұстаз келген бір уақыт, сол ұстазда қойған арамызда әңгіме ғой. Жаңағы айтады дейді, мен комфортты өмірімді көбейткім келеді дейді, себебі Алланың маған берген несін нығметтерін көргім келеді деп айтады да. Ол анау ұстаздың жауап берсе, сен ақымақсың дейді да. Өйткені ол нығмет емес дейді, сен көріп отқан, сен жай жаңағы ысырабын көріп отырсың деген сияқты айтып тұр да. Яғни шын жағдайда көбінесе ысырапқа кетіп қаламыз. және де соған қандай дағдыларды көруге болады десең, европалықтар да ысырап деген затқа қатты қарайды. Ысырапқа бармайды да негізі. Мысалы үшін жаңағы машина алатын болса, қымбат машина алмайды. Немесе киім алатын болса, бір там аяқ киімді өте ұзақ уақыт кию мүмкін. Немесе мынау жаңағы киімді, шаш үлгісін, білмеймін, кез келген дүниені ұзақ уақыт жаңағы ысырап етпей қолдана береді да. Соны таңғалатынмын, өйткені бірінші есімде жаңағы бір метроға бір отырып қалсам, жаңағы аяқ киімдерін қарап қаласың да, кейде бүйтіп отырған кезде енді төмен отырсың ғой жерде, орындықта.
кейде болады аяқ киім кір білмеймін анау уже ойлайсың мә анау уже ауыстыру керек қой оны неге жүр деп ауыспайды да аяқ киім ана істеп жатыр ғой жұмыс істеп жатыр ғой дейді да не үшін ауыстырамын деген сияқты ана сезонно істеген заты жоқ қой біздікіде ой бір сезонға алдым деген сияқты жоқ типа алады өлгенше анау киеді жыртылды дегенге тастайды деген сияқты да сол әдет маған жұқты да өзіме сәл жаңағы кейде жаңағы енді подкаст түсірген үшін жаңағы әдемі киіну керек шыны керек әдемі жаңағы тұрмайсың ғой біртүрлі киім киіп деген сияқты сол үшін ғана болмаса былай өмірде киім ауыстыру мен бір сезон 2-ақ киім өткен кездер болған да мысалы сол жағын үйренесің қатты ол кісілерге де негізі мен бір қызық осыған байланысты кеңес естіген бір кәсіпкерден тек қана ақ түсті футболка ғана алады екен гардеробында тек ақ футболкалар ғана күнделікті киімін ауыстырған кезде ақ футболкасын жуып қояды шамамен саны 10 ақ футболкасы бар делік бір ақ футболкасын киеді кір машинкасына тастайды одан кейін келесі күні тұрады қайтадан ақ футболка киеді ол көп нәрсе фокусты және басқа да дүниелерді энергияны сақтауға көмектеседі екен егер сенде әртүрлі киімдер болса нені немен жарастырамын қалай киемін деген сияқты уақытты ресурсты босқа құртатын дүниелер пайда болады дейді күшті керемет кеңес негізі мен солардың бірі мысалы ақ футболкада отырмын қазір менің бір кемі бар жұбайым біледі мен бір шамамен бір кемі 5 қой 5 кейде 8-10-ға дейін барады сондай футболка яғни әрине кейбір ескірген лақтырасың бір жаңасын аласың бірақ ақ футболканы ала беремін да үнемі достарым да біледі жалпы ақ футболка деген наркеге бере береді қысқасы толып кеткен ғой ақ футболка негізі жаңа айтып қалдық қой обал сауап деген сияқты дүниелер негізі қазақ халқының ескі байырғы ұғымдарында бар дүние екен баяғыда бір ұстазым айтып еді біз қазақ тілінен осы обал сауап деген сөздерді орыс тіліне ешқашан аудара алмаймыз орыс тілінде мүлдем баламасы жоқ ал осы обал сауап деген дүниелер негізі қазақ халқының қанына сіңген дүниелердің бірі деп енді бір қызығы қазір ол дүние жоғалып бара жатыр біз батысқа еліктегеннен бе кейде біздің белгілі бір байырғы түсініктеріміз өзінің мәнін жоғалтып жатқандай өте керемет кеңестер болды және осы бір дүниелерді жаңғыртсақ керемет болатын еді енді келесі дүние сіз жаңа әңгіме барысында айтып қалдыңыз белгілі бір әдеттерді негізі Алматы қаласында да өзінің туып жатқан өлкеңде де енгізуге болады деген сияқты сол әдеттерді енгізу бойынша кеңестер айта аласыз ба мәселен біздің кейде ерік жігеріміз жетпей жатады таңертең тұрамын дейміз да ой қойшы келесі дүйсенбіден бастайын деп кетеміз соларға қандай кеңес беретін едіңіз мен андай Азамат Скаков секілді немесе Данияр Жігітбек сияқты андай бір мен осындай былай істеймін өзімсің мен өте немесе өмірлік өзіңіздің кейсіңізді бөліссеңіз мен айтып жатқан мен өте ондағы төмен да мен андай достарым біледі мен жалпы бір әдетті енгізуім өте ұзаққа кетеді бірақ енген әдеттерге келетін болсақ менде андай не жоқ жаңағы консистенси дейміз ба жаңағы тұрақтылық өте қиын шын айтсам менде мысалы үшін андай кейде болады аз-аздан үздіксіз оқу керек анау істеу керек бүйту керек мен өкінішке орай да білмеймін менің ойлау жүйем мынандай мен бір істі аламын ба егер бағана СДГВ-дан шығатын проблема негізі ол менде гиперфокус болады гиперфокус деген ол бәрін ысырып тастаймын соны ғана істеймін соны анау бір болады бір нәрсені істегім келеді соны ана құсқым келгенше істеймін соны кіріп кеткенше әдемі ең соңына дейін апарамын да болды деген кезде жабамын да келесін істеймін деген сияқты менде сондай бар да яғни бәрін бірден мынаны да істеймін жоқ мен білемін өзім түсінемін мысалы үшін маған егер бір тіл үйрену қажет болса менде ағылшында сондай болған кезінде мен ағылшын білмедім да ұзақ уақыт мектеп кезінде негізі жақсы мектеп бітірдім бірақ ағылшын білмедім сол университетке түскен кезде ағылшын қатты қажет болды өйткені сабақ көп ағылшынша болды мен айттым болды мен өзім 3 ай уақыт бердім да бәрін ауыстырып тастадым ғой телефон кітап қарайтын кино музыка бәрі ағылшын болып кетті ғой бір күннің ішінде міне осы комфорт зонадан шығу маған осы андай оу дедім ғой мен кәдімгі и жаңа неге жазылдым курсқа жазылдым ағылшын тілді бірақ ағылшын арнайы андай курс іздедім мынандай болады аптасына 3 рет деген емес аптасына 5 рет 6 рет дегенге жазылған прямо андай күніге барасың күніге жаңағы сабақты бітіремін кешкі мысалы сабақ кешке бітеді мен кешкі 8-де 9-да отыратынмын сабақта күніге жаңағы қалмаймын суббота воскресенье бәрібір осылай бір 3 ай жүрдім да өз жаңағыдай шығамын еще аямаймын ғой өзімді жаңағы сабақ күні бойы оқимын
бәрі ағылшынша онсыз да. Содан кешке ағылшын оқимын, шыққаннан соң үйге бару керек, автобуста отырамын да ағылшынша тағы бір нәрсе тыңдаймын, тұрамын. И вот 4 па 5 пайыз солай жүрдім қателеспесем. Соңында ағылшын сіңді да маған солай бір рет түсіне бастадым. Сіңгенде ана түсіну бөлек, ана былай сіңу бөлек та. Сен сіңдірдің да шынымен оны тұла бойыңа бүйтіп сезесің. Окей, енді мен білдім деген сияқты. Осындай деңгейге жеткіздім. Мен сондай бір қинау жолмен жүремін да көбіне өзімді. Мен білмеймін, андай жаңағы баланс ұстай алмаймын өзім. Мен сияқты адамдар бар шығар деп ойлаймын да. Сол үшін оларға кеңес шығар. Ондай жасау формуласы жаман емес негізі. Өйткені көп бір әдеттер бар да, ол әдетті енгізу сенің бір белгілі бір қысқа уақытқа ғана қиналуын қажет етеді да. Бірақ оның жемісі өте ұзаққа жетеді. Сол бағана приоритеттерге қатысты ғой. Мысалы, маған ағылшын үйрену 4 ай қиналу, мен жаса ішінде қиналу қажет та. Бірақ оның жемісі мен 10-20 жыл көремін. Тұра ма? Тұрады, әрине тұрады. Немесе мысалы Құран оқығың келеді, тәжвид оқығың келеді, араб тілін үйрену керек. Араб тілін оқып ары кетсе 1 ай уақыт алатын шығар. Бірақ сауабы жағынан несі қанша жылдар, ғасырлар бойы керек болады саған, мысалы. Деген сияқты ғой, мысалы. Түсіне білсем, мынау кішкентайына қиналым, осынша жаңағы нәтижеге үлкен мысалы сауапқа немесе ақшаға алып келеді деген сияқты ғой. Сол жағынан дұрыс түсінсең, адам баласы өзі де түсіне бастайды. Сол үшін ғой бағана айтып отқаным, егер бір затта қиналып жатсаң, істеу керек, бір менде болады андай жүйе, операционный заттар қатты миымды жейді. Мысалы маған айтады, Нәркен, маған осындай бір слайд жазу керек, маған жіберу керек, бүйту керек, сөйту керек. Мен андай өзімді жинау қиын. Қысқасы бүйтіп отырып, так, қазір жасаймын деп ше, бүйтіп андай арнайы мен үйде отырып жасамаймын. Мысалы мен барамын, арнайы кофейняға барамын, бәрін өшіремін, бүйтіп отырамын да, наушник киіп аламын. Прям фокус қойым керек та, сөйтіп отырып жасамасам маған қиын. Бірақ маған қай кезде оңай? Егер мен нақты бұның артында не тұрғанын түсінсем, өте оңай болады маған. Себеп, мен мысалы білемін, мына документті жіберсек, саған осынша там инвестиция келеді, немесе осындай жарнама түседі, осы жерге шақырады десе, мен давай, оған қиын емес деймін, отырып түнде болса істей саламын деп. Сонда яғни мен андай нәтиженің соңын көрсем, әрқашан жаңағы давай кеттік деп салып та. Маған бәрібір болады, қай кезде істеймін, нені істеймін, шаршаймын ба, шаршамаймын ба, бәрібір. Өйткені мен мысалы подкаст түсіргенде де сондай. Мен өйткені білем, кейбір кісілер мысалы үшін оларға оларды ұстап алу қиын. Олар айтады, мен Нәріпбек осы күні осы сағатта ғана істей аламын. Окей деймін, бәрін ысырып тастаймын. Ол күні қандай жаңағы кездесулер бола ма, спорт бола ма, бәрін аламын. Жоқ, менде дәл уақыт өткен мына кісіні қазір ұстамасам, мен басқа күн ұстай алмаймын. Болды, менде мүмкіншілік болмайды ондай. Мысалы мен айтамын, сол үшін жаңағы нәтижені дұрыс көре алу сенің приоритеттеріңді дұрыс қоя береді орнына. Өйткені сен шығарған кезде соңында алған нәтижеңді көріп, ол да тұрыпты осыған деп айтасың. Значит, қиналым керек болған кейбір ішкі бір жеңілдік пайда болды да. Болды, жақсы деген сияқты. Сондай. Мен ойымша әдет деген, әдет қалыптастыруда мен мықты маман емес шығармын, бірақ менің жұмыс істеу формулам осы. Мен соңында нәтижені дұрыс қараймын да, бәрін ысырып тастап, фокусты беріп тастаймын да, сөйтіп бітіріп демаламын да, келесі сондай нені жауабын табамын өзіме. Менде мысалы бір уақыт сондай даже күлкілі жағдай бар. Мысалы мен гитарамен сондай болған да. Гитара дегенде мен гитараның үлкен гитара емес, укулеле бар ғой, кішкентай. Қойыттың кезінде мен ішім пысты да қатты. Мен домбыраны білетін баламын. Ұзақ уақытта домбырамен айналысқым. Бірақ пианино маған өтпеді өзіме. Пианино оқыдым да ұзақ. Бір ұнатпадым. Одан кейін нені көрдім, басқа инструменттер көрдім, маған гитара ұнайтын үнемі. Бірақ гитара маған қиын көрінетін үнемі. Өйткені оқу қиын да оны, қысқасы сен баруың керек, курсқа жазылу керек. Ол бір аккордтар бар екен, бүйтіп ойнау керек, үлкен бәле еще. Мындай маған ыңғайсыз да. Ойлайтын ән айтуға болатын, бірақ кішкентай бір нәрсе. Сол укулеле идеально болды соған. Алдым бір досымнан укулеле. Бірақ тарту үйрену керек. Мен бағанағы бәрін ысырып тастадым. ютубқа кіремін. Так деймін, маған андай бірден практикамен үйренуге тырысамын да, жаңағыдай. Мына былай емес. Бір ұнаған әнді аламын, мысалы, мен есімде жынды сияқты нені үйренгенмін ғой. Queens деген группа бар ғой. Ана ән бір Don't Stop Me Now деген ән бір. Don't stop me now. I'm having a good time and having a good time деген андай бір ең танымал әндер ғой енді кезіндегі. Жалпы әлемдегі ең танымал. Бірақ өте қиын орындау.
орындау негізі өте даже былай укулелесіз де қиын ән да негізі былай андай Фредди Меркьюридің әні ғой енді ол өте қиын орындаған да оны там I'm having like a good time деп тез айтады да еще ана бір әндерді сөз иірілімдері өте қиын деген сияқты. Мен соны өзіме челлендж қылып мен осы әнді укулелемен айтамын дедім ғой қысқасы. Соны білмеймін бір 2 ай үйренген шығармын күніге. Өйткені ана мысалы үшін енді қысқасы мен деталь айтатын болсам ана жерде мысалы аккордты алу керек қой бүйтіп бірге ойнауың керексің да. Ал ол жақта припев андай don't stop me now сонда бір тоқтайды да бір иірім емес та don't деген бір аккорд stop бір аккорд me now бөлек та әрқайсысы don't stop me и ана ауыстырып үлгеру керек та мына жақта бір-бірімен. Вот осыны үйреге маған бір кемі 2 апта кетті күніге. Сіз мен ковидтің кезінде настолько ішім пысқан ғой ашып қоямын да күніге үйренемін ғой так don't stop me now don't stop me деп бүйтіп тұрамын да. Ең соңында мен не үшін екенін білгенмін соны видеоға жазамын. Бір Амстердамға барамын досымды шақырамын айтамын сен мына камераны ұста шашым өсіп кеткен ковид қой шашым әбжіп кеткен беремін камераны қара мен қазір осы әнді айтамын. И не үшін екенін білмеймін не жоқ жаңағы петличка ештеңе жоқ сол просто айфонға видео жазғым. Ол кезде Instagram блог деген вообще жүрмей жатқан кездер ғой мен просто өзі үшін жазғым. Өзімде андай бір feeling of accomplishment дейді яғни мен анау осы әнді айта алдым деген жаңағы нені сол жеткізу өзіме дәлелдеу үшін сол видеоны саламын ғой. Адамдар базар жоқ нәрік сен не істеп кеттің деген сияқты сондай маған жазатын да нәрік не істеп жатсың деген сияқты. Қысқасы соны бітіремін. И одан кейін мен бітіргеннен кейін мен өзім былай жаптым да есікті болды мен мынаны білемін мынаны точно айта алады екенмін деген сияқты. Енді қиналмаймын деген бір күні егер қолыма укулеле түссе мен анау кемін осы әнді айтып беремін қысқасы. Ең қиынын айтып бере алатын дегендей ғой. Ең кейін қызығып жаңағы бір кездесулер болды. Кездесу деген мысалы там қазақтардың жиналуы немесе жаңағы бір ән айтайық там деген кезде мен бәрі там домбыра ойнап адай там терме деген сияқты айтса мен Queen'нің анау Don't Stop Me әнін айтып отырмын да Фредди Меркьюридің дегендей күлкілі жағдайлар болады бірақ сондай бұл. Қызық негізі бұл дүние сіздің кішігірім мақсаттар қою арқылы сол мақсаттарға жету арқылы өзіңізге қабілеттеріңізді дәлелдеуді көрсететін сияқты және бұл күшті дофамин алудың бір әдісі негізі. Ол өте қажет. Мысалы менде андай қазір мысалы мен домбыраға қайтқым келіп отырмын. Мен домбыра мысалы білемін. Бірақ мен физмат мектепке түскен кезде домбыраны ойнауға шын айтсам уақытым да мүмкіншілігім де болмады үйренуге. Сондықтан менде жаңағы 8-ші сыныптан бастап менде жаңағы даму тоқтап қалды қатты. Менде өте үлкен жаңағы не болған. Талант демей ақ қояйын, бірақ андай қызығушылығым нелем болды. Мысалы үшін слух дей ма? Сол қатты болды негізі. Оны тіпті жаңағы әкем бір уақыт жаңағы мен неге тұрғызғысы келді да Құрманғазы филармониясына кіргіземін деген ой кетті да тіпті барып жалпы не бар екен деп. Андай қызық мынада болды да мен нота білмедім да. Жаңағы нотамен негізі кез келген музыка нотамен үйренесің ғой. Мен тек жаңағы неге осылай тыңдап қана үйренетінмін да. Және де маған өте жеңіл болатын сол. Мұғалімдер маған көрсеткен жоқ маған көрсете салсаңызшы деп айтатын. Ойнап беріңізші мен сізге ойнап беремін қазір деп айтатын да. Сондай деңгейде болатын да. И сол немді жаңағы әдетімді кейін қолдана алмай қалдым қысқасы. Өйткені бағана орта ауысқан кезде оларға ол қажет болмай қалды да мен үлкен жаңағы демотивация демей ақ қояйын, бірақ бұларға бұл керек емес екен ғой деген сияқты ой пайда болды. Енді жаңағы неде басқа әдеттердің ішінде осы домбыра ойнау деген әдетті мен ысырып қойған үшін андай кейбір жаңағы қиын күйлер болады ғой. Мысалы маған үйрене алмаған бір күйлердің бірі сарыарқа болып кетті да. Өйткені сарыарқаны ақыры мен деңгейім жете алмай қойды короче. Өйткені қиын орында өте қиын. Мен кішкентай болдым ол кезде, үйрететін мұғалім болмады, үйрене алмай қалды сол күй. Ол былай өздігімен үйренетін өте қиын күй да негізі былай. Мен осы келесі мен жобамда короче осыны үйреніп бітіру до конца. Өйткені мен 32-ге келдім почти. 32 жасымда үйрендім. Мен соңғы рет домбыраны үйренгенмін мүмкін сол 16-15 жасымда шығар. Одан кейін үйренбегем да. Яғни мен 15-16 жыл аралықта бір күй үйренбегем. Таңғалып тұр. Мен сол енді мен отырып енді келесі жылғы бір жылға план хотя бы осы сарыарқаны үйреніп шығу. Бірақ сол 16 жыл ішінде сіздің есіңізде әлі ойнау. Мен ойнай аламын. Мысалы жақында мысалы мен осы Арғымақ деген бренд бар ғой, мысалы мен отырмын. Жақында бір кездесу болды. Ол кісілер шақырды и мына дүкеннің ішінде домбыра қойыпты да, жаңа үйрету. Мен айттым, давайте мен көрейін. Ана досымыз бар, Мади Фазылов. Жанында мәке қара дедім мен қазір. Ол жақта бір қыз отыр екен, айтады,
жаңағы мен филармония бітірген қыз екен, давай бірге бір күй жарысы ұйымдастырайық деймін, отырамын. Мен Нұрғистанның ойнайсың, бірге ойнайды. Потом там давай балбырам керек дейді. Потом ана мен ұмытып қаламын әрине кейбір жағдай, бірақ соны сұрадым, мен білемін ба жалпы десем, не біледі екенсіз жалпы дейді. Негізі андай деңгейде ілесе алады екенсіз, просто кейбір жағдай ұмытып қалыпсыз деді да. Болды дедім онда, значит андай әлі ұмытпаған екен деген сияқты. Енді қысқасы әдет қалыптастыру осылай жүреді. Сен бірнеше жыл мүмкін қиналуың мүмкінсің, бірақ сол бір қиналуың өмір бақи сен бір кейбір күтпейтін жерден алып келеді да. Сен мысалы домбыра үйренеміз, домбыра деген ол бір мен кішкентай кезде үйретпедім ғой, домбыра деген кейін саған керек болады деген. Оны айтпадым ғой, жай маған әке-шешем берді болды. Ал мен мысалы домбыра үйреніп, мен кейін укулеле үйренуіме көмектесті да негізі, өйткені сол үйренген дағдылар маған сол жақта көмектесті. Кім біледі, мысалы укулеле үйрену маған гитараны үйренеді деген сияқты. Кім біледі, мен білмеймін. Кім мүмкін ән айтып кетемін кейін. Әрине бұны хобби ретінде қарастырсақ, бірақ былай кез келген жаңағы кәсіби дағдыларды сондай ғой, негізі сен бір әдетті үйреніп аласың, сол әдетің сені өмір бақи алып келеді бір жерге. Сондықтан менің ойымша егер жаңағы күніге бір нәрсе істеу қиын болса, менің былай немді көріңіздер, жолымда да мен солай жасаймын. Өйткені мен білемін өзімді, мен былай істей алмаймын. Негізі ең бір күшті кеңес болғаны, біз жұмыста проект алып аламыз ғой өзімізге, мен осы проектті аяқтауым керек деген сияқты. Бірақ өмірде мен өзіме осы проектті аяқтауым керек, жүзуді үйренуім керек, осы жүзуді проект ретінде қарастырайын деген дүние болмайды екен. Одан кейін біз бір-екі көреміз, қолымыздан келмей жатса, ой қойшы, жүзу деген менікі емес екен, тастай салайын дей саламыз да. Ал жұмыстағы нәтижелерді біз соңына дейін жеткізуге тырысамыз. Осы бір дүниені негізі өмірімізге енгізсек, мен ойымша өте күшті әсерін береді. Және сіздің айтқан әңгімеңізден тағы да бір дүниені түсіндім. Ол әр адам өзін зерттеуі керек. Егер адам өзін зерттесе, мәселен оның әдеті қандай, бір адамдар бір кезде көп жұмыс істеп кетеді, жұмыс жасауы өнімді болады белгілі бір уақыттарда. Ал белгілі бір адамдар жаңа айтқандай аз-аздан үздіксіз деген формуланы пайдаланады. Сол өз-өзіңді зерттеу ең негізгі дүние екеніне көз жеткіздік. Мен әрқашан айтамын, мен андай әдет қалыптастыру жағынан өте икемсіз адаммын. Бірақ өзім түсініп алдым деймін да, мен өзім осындай минустарымды плюсқа айналдырып алдым кішкене. Сондай адамдарға өте жақсы кеңес шығар бұл. Негізі осындай минусты плюсқа айналдыру деген нәрседе күшті кеңес секілді. Кейде біз өзіміздің минустарымызды бақылай алмай жатамыз ғой. Мен көп сөйлеймін, демек саған блогер болу керек шығар. Мәселен, мен күшті жазамын, бірақ бұл жазу әдетім ешкімге керек емес, бәлкім саған осы жазумен айналысу керек шығар. Мүмкін сенің карьераң осы ақын жазушылықта шығар деген сияқты. Бізде түсінесіз бе, Жанылхан, мынандай мәселе бар да, мені ұзақ уақыт мен инстаграмды былай көп жүргізбедім да. Белгілі бір жағдайлар болды өмірде, былай инстаграмдағы былай немді активность деймін, соны көтеріп жіберді. Мысалы қаңтар жағдай болды, одан кейін тағы бір-екі жағдай подкаст болды, анау болды, мынау болды. Бірақ мен былай мақсатты түрде оны жүргізбедім да ешқашан. Мақсатты түрде мен телеграм жүргізгенмін негізі бір ұзақ уақыт. Ол да айтпақшы негізі челлендж болды. Мен ұзақ уақыт мен ойлайтынмын, текстпен, таза текстпен хотя бір аудитория жиналады екен. Тек текстпен жаңағы жазу арқылы, оқу арқылы. Потом келесі челлендж аудио подкастпен жиналынбай деді. Ол болды. Одан кейін келесі челлендж қазір өтіп отыр. Тура соны енді мен видеоға ауыстырсам, видеодан 100 мың жиналамын ба, жиналмаймын ба. Қазір 93 мың ба, 94 мың соған жеттім да. Яғни менде сондай бар да, яғни өзімді сынаймын, короче, жетем. Егер сен осыны істесең, ал егер мен 100 мыңға жетсем, айтамын, миллионға жете аламыз ба, бола ма, болмай ма деген сияқты. Сонда да, егер мысалы қазір біз 150-ші подкаст шығарсақ, мен айтамын, давай біз 1000-ші подкаст шығарамыз деген сияқты. Ол да бір қиын ғой. Мысалы 1000-ші подкаст жасаймыз, біз 100-ші подкаст жасаған кезде мен айтқан, давайте біз 1000-шыға жетейік, короче, деген сияқты. Ол 1000 деген ол 100 есе көп. Қанша жыл кетуі мүмкін. Бірақ мысалы Джо Роган деген адамдар бар да, мысалы олар жасаған солай. 2001 жылғы, там 2035 эпизод деп айта береді да, мен деймін. Яғни өзіңді былай шектемеу ғой, яғни мысалы егер сен жалпы ол неден шығады, менің ойымша ол менің сәл инженерлік немнен шығады да, оқуымнан шығады да. Өйткені инженерді жалпы қандай адам деп айтатын сұраққа келетін болсақ, инженер деген андай адам. Мысалы сен бір жұмыс бар да, мысалы сенде ол жұмыс айтайық 1 сағат уақыт алады. Инженер тұрады да айтады, мен бұл
бұл задачаны 10 минутта шешуге тырысайын дейді. 10 есе азартайын дейді. Мысалы 10 есе 6 есе азайтайын дейді. Мысалы үшін 60 минуттан 10 минутқа дейін азайтады. 10 минуттан кейін 10 минутқа дейін азайтады бір нәрсені қолдан жоқ, мен бұны енді 1 минутқа дейін азайтамын дейді. Сөйтіп оны бұрады да 1 минутқа азайтады, тағы 10 есе. Одан кейін тұрады да мен бұны 1 минуттан 10 секундқа азайтамын дейді. 10 азайтады. 10 секунд болады. Одан кейін ол тұрады да жоқ, мен бұны 1 секундқа азайтамын дейді. 1 секундқа болады да, и соңында одан кейін даже одан тайын баратын адамдар бар. Жоқ, 1 секундта мен жарты секундқа дейін азайтамын дейді. Кете береді. Мына оптимизация басында басталған, ол үнемі жүретін процесс та. Яғни и керісінше, яғни мысалы мен қазір 1 минутта жаңағы осынша істей аламын, мен 10 есе көбейте аламын, көбейте алмаймын. Мысалы мен клиент бір мезетте 10 клиент қабылдаймын, 100 клиент қабылдай аламын ба? Қабылдай алмаймын ба? Не үшін қабылдай алмаймын? Не үшін жаңағы мен не ұстап тұр мен мына жерде? Мынау ағылшын тілінде мынау қазақшасын білмеймін, бірақ bottleneck деген сөз бар да, яғни мынау егер су болатын болса, мына судың қақпағының басы да мынау ұстап тұрушы ғой. Сол вот мына bottleneck деп болсын ағылшын тілінде осыны айтады да, яғни мынау ұстаушы фактор не? Деген сияқты ғой. Яғни менің ойымша, егер біз айтпақшы мен өзім патологыма жеттім, жаңағы комфорт зонасына кірдім десек, значит сен өзіңді былай не істемей жатсың деген сөз менің ойымша. Былай дұрыс шаблонға кіргізіп өзіңді қинамай жатсың. Яғни мысалы сен бір проект жасасаң 3 проект жасап көр. Әртүрлі. Егер сен мысалы 1 миллион тапсаң 10 миллион тауып көр, 5 миллион тауып көр. Өзіңді қинап көр қысқасы. Сен өзің комфорт зонадан шығу деген осы. Комфорт зонадан шығу деген ұйықтамай жаңағы ұйқысыз түндер деген сияқты емес. Нет. Мүмкін сен керісінше тіпті жұмысында азырақ істеп көбірек ақша табатын шығарсың, мүмкін, кім біледі. Сөз бе, бұл жердегі мәселе сенің комфорттан шығу деген сенің ойлау жүйеңнің өзгеруі ғой, қысқасы. Сен мысалы бұрында бір оймен жүрсең, сен басқа оймен жүр. Жаңағы адаммен мысалы сен мүмкін мына жұмысында сен емес басқа бір жасау керек шығар. Сол кезде сенің жаңағы ең тиімділігің көбейетін шығар деген сияқты. Түсіндіре алдым ба? Яғни оптимизация деген затты қатты қарауға жетті. Сен немесе көп жасау, егер тиімді жасау, немесе кейде аз жасау, керісінше аз жасау. Негізі сіздің айтып кеткен тақырыбыңыз ойлау жүйесі деген тақырыпқа пара-пар екен. Мәселен, кейде біз негізі қазақтардың ойында сол дүние кеңес заманынан қалып қойған. Көп жұмыс, көп ақша. Аз жұмыс істесем, демек ол аз ақша. Мен көп ақшаға лайық емеспін деген дүние бар да. Осы бір дүниені түсіндіріп ара жігін айтып бере аласыз ба? Не себепті? Жалпы менің ойымша ол Европада немесе жалпы басқа батыс елдерінде бұл дүние қалыптаспаған. Ал бізде Қазақстанда осы түсінік ежелден бар сияқты. Негізі ол мысалы Азия мемлекеттеріндегі бар зат. Негізі азиялық жұмыс істеу принциптерінде мындай work-life balance деген атымен жоқ та. Ол мысалы ең көп жұмыс істейтін халықтардың бірі, мысалы жапондар, қытайлар, кәрістер. Осы 3 халық деп айтады. Негізі өйткені менің достарым да бар. 3 халықтан да жаңағы ең андай crazy дейміз ба ағылшынша кеткендер жапондар дейді да. Енді олар прям жаңағы жұмыстан шығып жатса өздеріне қол жұмсау деген затқа дейін барады дейді да. Мысалы ол бар дүние, жалпы мәдениетінде бар зат. Қазақ сәл басқаша да менің ойымша. Өйткені қазақ әрине біз еңбекқор халықпыз менің ойымша. Бірақ біз сәл жұмысқа бір неміз қайтсам екен, көзқарасымыз сәл өзгеше. Өйткені байқасаңыз біз мысалы қазақ не істеген? Қазақ мал баққан да. Малға еңбек көп керек пе? Керек. Бірақ мал өз-өзін бағады ғой негізі. Ол өз-өзінің шөбін өзі жейді ғой, сен отырып аузына тақпайсың ғой шөбін. Яғни сенің жұмысың ол жерде мысалы үшін малды бір дұрыс жерге апару да. Яғни сен менеджер ретінде оны дұрыс тиімді жерге апаруың қажет та. Осы сен оптимизация қайтты. Оптимизация жағын ойлайсың. Сен егер өйткені былай істемесем минус көп деген сияқты. Яғни сен ойлау жүйеңді дұрыстау керексің ол жерде. Ал мысалы кейбір достарымыз бар, жаңағы Жапонияда істейтін немесе басқа жерде істейтін, олар айтады, олар да олай емес дейді. Яғни керісінше олардың ойлау жүйесінде жұмыс істей беру жұмыстың жаңағы несін көбейтеді, тиімділігін көбейтеді. Кейде олай керісінше де жұмыс істеуі мүмкін да. Өйткені сен көп жұмыс істей берсең, сен шаршайсың ғой. Шаршаған адам тиімді шешім қабылдамайды негізі. Сондай проблема бар. Және де бағана сіз өсу дедіңіз ғой, мысалы жаңағы жауапкершілік өскен сайын да сен қабылдайтын шешімдердің саны азая береді негізі. Сондай да бір дүние бар, мысалы оны жаңағы кім еді, Джефф Безос па, сол айтады.
Амазонның ең басты кісі, бастығы. Ол кісі айтады да, жаңағы бұрында мен төмен деңгейде болған кезде шешім қабылдау үшін бүкіл операционка менің мойнымда етін дейді да. Енді адан алу, мынаны істеу, мынаны жалға алу, мынаны алып тастау, сату деген сияқты енді өте көп операционный жұмыс көп дейді да. Шешім өте көп қабылдайсың, бірақ қызығы дейді, сенің бір шешіміңнің құны төмен дейді да. Яғни төмен кезде сен жаңағы өте көп шешім қабылдайсың, бірақ әр шешімнің қателіктің құны төмен дейді да, қысқасы. Әр шешімдегі қателіктің құны төмен. Енді сен өсесің, сен мысалы сен бұрынғы жаңағы жасайтын жұмысқа менеджерларды өзің қойып қойдың, олардың жасайтын. Енді сен оларды жұмысайсың дейді да. Сәл ол кезде уже бұрынғы операционный жұмыста керек емес, бірақ сен олардың жалпы олардың жұмысын зерттегендіктен сенің қабылдайтын шешімдерің де олардың өміріне қатысты дейді. Yani оларды қалай басқарамын деген сұраққа келесің. Кейін оларды өскеннен кейін сен олардың үстіндегі тағы бір одан өсе бересің дейді да. И соңында жаңағы өзі айтады, жаңағы мен жылына бір шешім қабылдаймын дейді да. Бірақ барлығының өміріне бүкіл компания деңгейіне жалпы бір шешім қабылдаймын. И сол бір шешім бүкіл компания деңгейдегі бүкіл жаңағы деңгейіне әсер етеді деген сақтап тұр ғой. Негізі солай да, яғни өсудің бір шешімі сол. Егер мысалы адам қай кезде өспейді, өйткені операционка жаңағы шешім аз, шешім көп, бірақ жаңағы несі аз, құны аз кездер ғой негізі. Ал өсім керісінше жаңағы үлкен болатын бір себеп, жаңағы сен мысалы мемлекет басшысын айтайық, мысалы мемлекет басшысы бір белгілі заң қабылдайды, ол заң барлығына әсер етеді да деген сияқты. Ал мысалы мектеп мұғалімі деп айтады, классында бір мысалы сыныбында бір не қабылдайды, ол бір заң қабылдайды, бірақ ол заң осы мынау 45 минут біткеннен кейін есік жабылғаннан кейін бітеді да. Ол солға айтып тұрған, яғни бұл жердегі әсер ату факторы әртүрлі да, сол мәселе. Демек, әрбір маман кәсіби даму үшін көбірек жауапкершілік алып, сол салада өзін әртүрлі салада сынап және өзінің қажетті қабілеттерін дамытуы қажет. Негізі осыдан маған осындай бір сұрақ туындады. 20-30 жас аралығы Мэгджейдің айтуы бойынша ең маңызды жас аралығы. Адамдар 20 мен 30 жас аралығында жұмыс істеп, белгілі бір нәтижеге жетіп, өмірінде жетістіктерге жетуі қажет. Қалай ойлайсыз, 20-30 жас аралығында адамдар немен айналысу керек? Мысалы важные годы емес, important years емес, солай да ғой. Сол кітаптан алынған ғой. Негізі бір қызық жаңағы не болған жағдай орын алды. Мені бір подкаст шақырды. Осыдан бір қателеспесем 3 жыл бұрын. Михраб деген біздің бір подкаст, ол Қазақстан еліміздегі ең танымал подкасттардың бірі ғой енді. Сол кезде жаңағы жастар туралы болды ғой, қателеспесем, Жанболат деген ұстазымыз және Қарамағыз Олжас Ханафин деген ұстазымыз болды. Сол кезде осы сұрақты маған қойды, Нәрікби, жаңағы осы жастар немен айналысу керек осы уақытта деген сияқты. Сол мен айтамын, осы кітапты мысал келтіремін да, яғни осы Мэгджей деген кісі жазған осындай кітап бар. Мен ол кітапты 19 жасында оқыдым да, қысқасы. Қызығы. Мен сол 20 жасқа кірер уақытта оқыдым да. Сол кезде Мэгджейдің енді қысқа айтатын болсақ, ол кісінің идеясы жаңағы бұл уақыт эксперименттердің ең тез өтетін уақыты деп айтқан да. Яғни сен бұл уақытта жұмысты да ауыстырып үлгере аласың, түрлі эксперименттерді жасай аласың, бірақ оны жасай аламын деп тұрақтанбаудың да тұрақтанудың қажеттігін түсіндіреді. Яғни секіре берудің қажеті жоқ дейді. Яғни сен секіре бер, бірақ егер үнемі секіре беретін болсаң, сен осы әдетің қалып қалады дейді кейін. Вот. И яғни бұл жердегі айтқысы келгені әдеттен бұрын жаңағы кәсіби мәселе ғой. Яғни сен егер 20-30 аралығындағы жасаған істерің сен 30-40 жасындағы әсеріңе өте қатты үлкен әсер болады дейді. Мысалы егер сен 20-30 аралығында көбіне жұмыс істемесең, жауапкершілік өзіңе алмасаң, мысалы дамымасаң, сен 30-40 аралығында оны істей алатының өте төмен. Не төмен, не саған өте көп тырысу керек болады дейді. Мана өйткені сен 20-30 арасында жұмыс жасамаған
үй жұмысыңды сол аралықта жасайтын боласың дейді. Бірақ өте стресспен жасайтын боласың дейді уже. Мына жақта мысалы 20-30 аралығы саған жеңіл өтетін бе еді, ал 30-40 аралығы саған өте стрессті өтетін еді дейді да. Мысалы сондай қылып келтіреді. Мен кейде ойланамын, мысалы жаңағы мен мысалы дәл қазір 30 айттым ғой, 32-ге толып отырмын жақын арада. Мысалы 32-ге толып маған подкаст бастап көр, ана укулеле үйрен десем, қуасың ба дейсің ғой, шынымен уақыт жоқ қойған дейсің ғой, шын айтқанда. Отбасың бар емес пе, жаңағы әйелің, бала шағаң бар емес пе, жұмысың бар емес пе, тағы басқа. Ал маған ол жобаларды как раз осының біреуі де жоқ кезде бастадым да мен. Толығымен тәуелсіз болған кезім еді да. Тәуелсіз андай біреуге жауапкершілігім жоқ еді да. Сол үшін мен жеңіл сезетін өзім. Қазір де ауыр сеземін деп айтамын, бірақ қазір жауапкершілік көп адамдардың алдында. Бірақ қазір мысалы менде жауапкершілік уже аудиторияның алдында бір жағынан. Яғни ол кісілер жаңағы жиналып алып, енді тоқтатып қойсам ол да біртүрлі мен үшін. Мен сондай жағдайдамын да қазір, яғни маған жасамауға болмайды уже негізі көп жағдайда. Өйткені кездесулерде жаңағы жасаған кезде байқаймын, андай сөз айтады да, сізді ғана тыңдаймыз деген адамдар бар да. Мен өте андай біртүрлі боламын негізі айтсам. Сізді ғана тыңдаймыз деген сен ол адамның андай өмірлік қағидаларын қалыптасуына жалғыз әсер етуші адамсың деген сөз ғой енді. Мен оған негізі ондай мен келіспеймін негізі, өйткені адам әртүрлі контентті тұтына білу керек. Бірақ егер сондай жағдай болып жатса, мен ойлаймын, менің ойымда өте үлкен жауапкершілік бар. Енді бағанағы әңгімеге қайтып келсек, бағана Баймихрабтың подкастында отырмын. Сол сұрақты мен келтіремін дегендей. Сол кезде маған Олжас Ханафин ағамыздың сол кезде жауабы қызық болатын айтатын. Мен телевидениеда жұмыс істеген Қарағандыда, ана жақта істеген, мына істеген, бірақ ол діни оқуға қатты барғысы келетін да. Сол кезде айтады, мен шынымен бәрін ысырып тәуекелдеп діни оқуға түстім, мен қабылдамады дейді көбісі. Енді діни оқуға негізі дейді да, енді бала мектеп бітірген кезде түседі ғой, ол 20-дан асқан кезінде түсті да. 25, 23, 24 осы жасында түскен. Жұмыс істеп, университет бітіріп жұмыс істеп жүрген кезінде істеді. Өзі журналист болып па жұмыс істеген. Содан кейін түстім. Енді ойлаңыз, сен 25-те мысалы оқуға түссең, сен 29-да аяқтайсың да жұмыс. Үлкен жас қой негізі, біраз сен жас емессің, үйленесің, бала шаға сен барасың да, енді бітірген маман ретінде жаңағы жалақыңда аз дегендей да. Бірақ бір рет деді Нәрікбек, мен ол шешіміме не істемедім дейді. Өкінген жоқпын дейді. Өкінбегім. Енді жаңылқаным, ол кісі 2 жыл болып қайтыс болып кетті. Ол кісі иманды болсын. Олжас бауырымыз бізден менің бір шамамен қатты үлкен емес, мен 94-ші жыл болсам, ол 90-90-90 жыл ойдым қателеспесем. Мен 4 жас па үлкен сонда қыз. Ол шамамен мен 32-ге келсем, ол кісі бір 34-інде қайтыс болған шығар. Сол сөзі менде қатты алып қалды да. Былай қарасаң, кім білген ол қанша өмір сүретін. Бірақ сол жас кезіндегі былай дін жолына осыны өзімді арнаймын деп, осының жолда боламын деп шешім қабылдау не деген ержүректік керек дедім да ішінен. Былай қарасаң. Сондай бір ержүректік жетіспейтін сияқты қазір жастарда мүмкін. Қорқады жаңағы, істей аламын ба, істей алмаймын ба, ақша боламын болмаймын ба. Мысалы, ол жеке ол туралы ойламады ғой тіпті. Дінде ақша жоқ қой. Имам ақша жазады деген ойда емес қой жерде. Ол кісі шынымен жүрегімен сенді, менен осынан бір пайдам бар шығар деп. Ол жаңа тек қана бітірген жоқ қой қызығы. Ол кісі Түркияда жаңа ұзақ уақыт өмір сүрді. Сол жақта білім алып жүрген кезінде ауырып қалды. Бір ауруға шалдықты. Сол аурумен кетті ғой қысқасы соңында. Бірақ былай сол ол жекен болған подкастым, сол ол жекен жалғыз подкаст екен өзі болған. Қызығы сол ол жекеден одан кейін бір қатты көрсете алмадық. Бірақ сол болған бір 3-4 сағат әңгімеміз маған өміріме қатты әсер етті да. Сондай жағдай жиі орын алды. Мысалы үшін менде подкаст жүргіздім. Мысалы алдыңғы жылы
жазда менде кардиолог бір кісімен подкаст шықты, Ғани Төлепберген деген кардиолог, жаңағы жүрек емдеумен. Мен сол уақыт жаңағы өзім іздеп жүрген едім, осы бағыттағы адам бар ма екен, осы жүрек саласында. Өйткені жүрекпен адамдар көп ауырады ғой бізде, давлениеміз ана бар, жүрек қағысы деген сияқты, аритмия дейміз. Іздеп жүрдім, аритмолог кісіні табамын, инстаграмға жазамын, Ғани аға осылай мен нәрікпе едім, осы саланы қызығып жүретін, жазсақ қалай қалайсыз? Ол нәрікпе жақсы, жазайық, ешқандай проблема жоқ. Ол кісі жаңағы болашақ бітірген, өте үлкен білім алған, білініп тұр енді. Соны кездесеміз, сөйлесеміз, и білініп тұр, яғни ол кісі шынымен өте көп өзінің уақытын жаңағы білімге арналған байқалып тұрды да. Өйткені жаңағы медик саласын өзі өте ұзақ оқиды ғой, қанша 7-8-10 жылда оқиды. Ол кісінің жүрек саласы олдан да қиын. Ол кісі жаңағы брат болып жұмыс істейді екен, біраз уақыт кәдімгі скорыйда жұмыс істейді, жедел жәрдемде. Жаңағы кейін осы кардиология саласына кетеді. Кейін сол кардиологиядан жүргеннен кейін де жаңағы болашақпен оқып, ол жақта жаңағы білім арттырады, қайтып келеді, сөйтіп тұрады да. Біздегі бір емес 3 клиникада бірден жұмыс істейді, жұмысы көп қысқасы. Жаңағы мен ұстап алған күннің өзін айтады, жаңағы мен сен үлгердің дейді да, яғни өйткені таңертең бір больницаға барамын, түстен кейін басқа больницаға барамын. Енді ана кісіні тыңдасаң, ол кісіге енді шын айтқанда қазақша айтпақшы қызмет та. Ол шынымен өзін бір қызметтің адам деп ойлады да. Мен мынау адамға қызмет, адамзатқа қызмет етуім қажет деп. Өйткені бір өмірін қарасаң, бір демалған жоқ, кезі жоқ та. И мен түсінсем өте кеш үйренген сол үшін де. Өйткені осы жақында ғана баласы туылып, жаңағы өзінің тұсаукесерін жасап тойлап жатты. Енді ол кісімен былай жақын араласпасақ та үнемі жазысып, жаңағы бір-бірімізге инстаграмда жазып отыратынбыз. Сол мен соны желтоқсан айында мен көремін, жаңағы осылай баламыздың тұсаукесерін жасадық, той жасадық деп отырған кезде маған жаңағы 4 қаңтар күні ол кісінің қайтыс болғанын айтады ғой маған бір кісі, аурудан. Ойлаңызшы, ол жаңағы бір ай бұрын ғана жаңағы не істеген, тоже 38-інде ме ойдым қайтыс болған кісі. Қайттан сол не келеді ғой маған, сезім. Олжас ағамен болған. Біртүрлі болып қалдым да, кәдімгі бір күнге сөйлемей қалдым ана жерде. Өйткені мен енді жақын танымасында ол кісінің баласы бар екен білемін ғой. Баласы 1 жасар. Енді мен 2 баланың әкесі ретінде мендегі өте үлкен бір қорқатын бір дүние, мен балаларым мені білмей кете ме деп қорқамын. Кім болған, әкесінің кім болған. Мүмкін мен жасайтын бір контенттің бір сыпырасы сол балаға да арналған да. Өйткені мен жаңағы кім біледі, мен балам ба жоқпын ба, бірақ әкесі осындай болған, осындан ойлаған деп сақталып қалған қалаймын да. Иә, жақсының артынан жақсы сөз қалады деп айтады ғой. Мысалы үшін Ғани ағада ондай мүмкіндік болмады ғой. Ол кісі контент саласында жұмыс істеді, ол кісі медик болды көп. Енді оған дейін көп біраз жерде подкастқа барған екен, бірақ ең соңғы жазылған, ең ұзақ жазылған подкасты менімен болыпты да. Жаңағы сол жерде де оған үнемі басқа кісілер сұрақ қоймаған, жаңағы мысалы үшін ол кісіге ол жерде жаңағы өмірдегі үлгі алатын адамыңыз кім, не үшін медик саласына келдіңіз, кім, мысалы ол кезде мен әке-шешесі туралы айтқаны, өзінің туған ағасы туралы айтқаны бәрі сақталып қалды да. Кейін жаңағы қайтыс болғаннан кейін де маған ағайын туыстар маған нәрікпе өте көп жылы лебіздерін айтты да. Өйткені сенің жаңағы еңбегің дейді да, бізге құны жоқ дейді да, айтайын десек. Кім ойлаған деймін, сол кезде мен мұсылман адам деп ойлаймын ғой. Значит, бұл ол кісіні маған жазуға ой салған да Алла ғой. Қаншама кардиолог бар бұл елде, қаншама аритмолог бар, бірақ дәл сол кісіні жаз, дәл сол күні уақыты босаған кезде жазып, ол кісінің жарты жылдан кейін өмірден қайтатынын кім білген? Мысалы үшін мен соны айтамын да, ол кісі жас кетті, негізі 38 жасында қаншама қызмет етер еді, бірақ енді Алла тағала осы өмірін солай берді. Мен сол үшін ойлаймын, қазір мысалы жас өмірін қайта жұмсайын деген адамдарға осы 2 мысал жеткілікті. Дұрыс айтасыз. Негізі біз пешенемізге қанша тағдыр жазылғанын білмейміз, қанша жыл өмір сүретінімізді білмейміз, бірақ мәңгі өмір сүретін адамдарша өмір сүреміз. Сол дүние өте қызық та. Мен үшін осы 2 кісінің мысалы, білмеймін, менен артық жоқ, одан артық жоқ. Өйткені мен айтамын, сен жас балалар келеді ғой, жаңағы не істерін көрсең,
қанша өмір сүретінін де білмейсің ғой дедім да. Шомен сол мына екі кісіні мысал келтіремін да. Білді дейсің ба деймін. Бірақ ол кісілер бүгінде соңғы күнінде өмір сүрді ғой деймін да. Соңғы күнде дейін жаңағы операциясына барып немесе сабақтарын беріп ұстаздық етіп деген сияқты. Мысалы ол жеке жиі айтатын маған, ауыр, енді ол кісі бірден кетіп қалған жоқ, ол ауырды ғой. Сол кезде айтатын, мен ол кісі сабақ дәріс алуды өте қатты ұнататын. Сол айтатын, мен жаңағы дәріс алып жүрген кезінде жаңағы Түркияда ауырып жаңағы елге қайтады, өте бір сирек ауыр болады да, бірақ сол қайту кезіндегі айтатын сөз ғой, мен тезірек емделіп қайтсам екен оқуға дейді да. Жанындағы жігіттер сондағы өзіне бір 5-10 жыл десе, 10 жыл өзінен кіші да, інілер ғой енді. Бірақ бірде-бір інісіне, енді жас бойынша інілер 20 жасар балалар, ол кісі 30-дан асқан кісі еді, үлкен. Сол кезде бәріне шейх, ағасы деп, көкесі, ұстаз деп сөйлейтін. Яғни ол кісінің былай білімге деген құрметін көрсететін да, қатты. Білім иелеріне деп айтамыз ғой. Білім саласында жүрген адамдардың құрметін көрсететін. Мысалда Ханияға да мысалы жаңағы өзінің жанында өз саласында жүрген кейбір кісілер де айтады, мә ол кісімен жас нәрікпей, мына кісімен жас, ол жаңағы мақтайтын да көп саласындағы адам. Енді барынша беруге тырысатын адамдар ғой, алуға емес, беруге тырысатын адам. Вот айтқым келгені мынау Жанылхан, егер сен жаңағы 20-30 арасында алып жүрмесең, сен бере де алмайсың ештеңке. Сен жоқ затты бере алмайсың да ешқашан. Сен егер алып үлгермесең. Вот ана кісілер өмір бақи алған, бірақ 30-дан аса ол кісілер берген. Негізі жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деген сөзді қазақтар дәл тауып айтқан ғой. Осы сөз миссияға да бір сәйкес келетін сияқты. Егер сен өзіңнің алған біліміңді, жинаған тәжірибеңді құр босқа мансап үшін немесе өзің үшін жинай берсең, басқаға бөліспесең, пайдалы болмасаң, онда бұл қызметтің мәні не деген сұрақ туындайды. Осы бір дүние, осы екі мысалдан керемет ашылды негізі. Мен ойымша осы екі мысалдан артық мысалға жоқ бұл жерде. Рахмет көп-көп. Мен бар ғой, тіпті мына сіздің айтқан кеңестеріңізден кейін, осы айтқан оқиғаларыңыздан кейін бұл подкасттың өзінің толық атқару керек рөлін атқарған түсініп отырмын. Себебі бұл екі кеңес әрбір бізді көріп отырған кейіпкерге, көрерменге керемет оң әсерін тигізеді деген ойдамыз. Енді Нәрікбай мырза, қазір біз подкастымыздың соңына да жетіп қалдық. Мен подкаст барысында сізге қоймаған, дегенмен де сіз осы сұраққа жауап бергім келеді, немесе көптен бері осы бір дүниені адамдарға айтып бөліскім келген деген дүние болса, соны ашық айтып қазір бөлісе аласыз? Мен негізі, сіз оны сұрақты қойдыңыз негізінде, осы Ғани аға мен Олжас ағамыздың марқұмдардың негізі осы несін қатты айтқым келетін, бірақ андай бір орта болмайтын да, ыңғайсызданатын бір жағынан, екінші жағынан оны былай аудиторияның қаншалықты қабылдай алатын, бірақ мынау іштегі зат қой, менің ішімде жатқан. Өйткені қанша рет мынау рефлексия жасадым соны. Маған қиын етін себеп енді жұбайым да көреді, енді көп адамға айта бермеймін да бұл іштегі. Негізі жан түршігерлік оқиға. Мен де қазір бүгін өз-өзіме келе алмайтын сияқтымын осы оқиғадан соң. Мен ойлаңызшы, мен сізге айтып бердім, мен ол басымнан өтті. Көз алдымнан болған жағдай да. Мен айтқанда 1-2 апта сөйтіп өз-өзіме келе алмай жүрген кездер болды да. Сол үшін айтарым, түйіндеп айтатын болсам, жас кезде адам қорықпау керек екен да. Дүниеден, ақша болмай қалады, анау болмайды. Өйткені былай ең басты зат негізі денсаулық екен, кейін 30-дан асқанда түсінесің негізі, шын айтқанда. Бірақ өзі бір азақ өмір сүреміз да. Жас кеткен адамдардың анау ойларын, жасай алатын істерін ойлап, менде андай болатын, білейін осы кісілерді көбірек алу керек еді деген сияқты. Менің іштегі нем бар еді. Мысалы, мен Олжас ағамызбен жазамадым подкаст. Негізі бір кітап жазуға тұрарлықтай тұлғалар екен. Сол сіздің подкастыңызды негізге алып кітап жазатын болса. Бір нелердің бірі, мақсаттардың бірі сол бәрін осы ішке жеткізе алмаған заттарды, өйткені мен кадр сыртында болатын заттар өте көп та, кадр ішінде болатын заттар өте аз. Ал сыртындағылар өте көп етін да. Сол үшін жаңағы менде андай болатын, жаңағы уже қаншама адаммен
кездесіп жазып жатырмыз ғой, олар да бір күн қартаяды, олар да кейін өмірден өтеді, олардың артынан қалған мұрасы ғой енді негізі ол. Кейін енді видеоны бәрі қарай бермейді, кітапты оқиды адам қанша десең де. Кітап ол сондай бір дүние, сондықтан мен бір шеткі бір жеткім келетін зат сол кітап ретінде осы қағазға түсіп осы сізге мысалы жеткізе алмаған ойларды тіпті соған жеткізіп жазып айтсам екен деймін да, яғни сол мемуар дейміз ба білмеймін, бір сол андай өмір сүрсең де андай сөз болатын, андай кітап жаза алатындай қылып өмір сүру керек дейді да, ең болмаса бір кітап жаза алатындай қылып өмір сүру керексің дейді да. Ана үлкен кісілер сол үшін жазады ғой кітап. Кейбір кісілерді мысалы адам жас кезінде де кітап жазатын адамдар бар, әрине біз ондай емеспіз, бірақ ең болмаса орта жасымызда бір кітап жазсам деймін да. Соның барлығын бастан кешкеннен кейін жаңағы бар жинағамда ең болмаса бір кітап ретінде жеткізіп, ол енді оқырман табылар. Бірақ бір өзі статистиканы қарасам, көбіне бізді қарайтын 18-34 аралас екен, 75%. Енді мен өзім 32-келім, яғни менің көп жағдайда менің інішектерім ғой, қарындастарым, інішектерім менен кейінгі келетін ол буын да. Сол үшін ол буынға керек дүниені қалдырғым келді да. Өйткені мына қалған 25% ол мен азырақ қарайды да, мен үлкен кісілер. Енді ол кісілер мен ештеңе үйрете алмаймын көп жағдайда. Мен үйретсем де менен кейінгі адамдарға үйрете аламын. Сондықтан ойлар көп, жобалар көп, Құдай қаласа бәрін іске асыруды нәсіп етсін. Өйткені шынымен адамның ғұмырын қашанға дейін болатынын біз білмейміз. Және де соны Алла тағаладан тілейміз, бір ұзақ берекелі ғұмыр тілейміз. Соны дұғаның мағынасын түсінесің да сол кезде. Анан шынымен көз алдында өткеннен кейін сен анау жаңағы Алла тағаладан сұрайсың да, шынымен маған бір көп іс жасап кететіндей бір ғұмыр берші деп ше, андай бір өнімді өтетін, шынымен андай бір 100 жыл өмір сүремін ба, 80 жыл өмір сүремін ба, қанша жыл өмір сүрсем де сол өте өнімді болып өтсінші осы өмірім деп. И өзімнің бір миссиямды орындай кетсем екен. Өйткені миссия деген жалпы жақында ғана бір ұстазымен сөйлесіп қалдық та, бір қызық мәселені қозғатты. Жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмірден өтіп жатқан кезде дейді, жанында Фатима анамыз отты дейді. Сол енді дұға айтты дейді да, жанында отырып. Ол кісі әулие, пайғамбарға дұғасы өтеді ғой. Бірақ әкесі енді ол жерде енді тұрып жоқ дұға айтпе депті да. Мысалы үшін Фатима анамызға дұға айтпе депті. Неге деген кезде мен өзімдікін орындадым деп айтады дейді да. Пайғамбар солай жауап берді де, мен өзімдікін орындадым. Яғни мен өзім миссиямды орындадым деген сөз ғой. Маған болды, мен енді Құдаймен қауышамын деп жауап беріпті да. Мен тыңдап отырдым да, сондай бір өмір сүру керек сияқты. Адам өзін бір былай өмірден өткен сәтте өкінішсіз өтетіндей өту керек та. Мен істеп үлгердім, енді өзім істеген бір мақсаттарым болды, оларды жасай алдым. Сондай қажет сияқты менің ойымша. Өйткені ең өкінішті өмір мүмкін маған сол өмірден өткен сәтте сол қап дейтін жерлер болса, вот сол өкінішті бұл өмір болар еді мен үшін. Ал егер қап дейтін жер болмаса, в принципе, жақсы өмір болыпты деп. Солаяқта өту, ол сол бақыт негізі. Иә, дұрыс айтасыз негізі. Көп нәрсені еліктеумен, немесе белгілі бір дүниені дәлелдеумен, бір нәрсені толық өзіңе дәлелдеумен өткізетін болсаң, онда ол өмірдің мәні қандай деген сұрақ туындайды. Біз подкастымыздың соңына да жетіп қалдық. Өте мағыналы әңгіме болды. Менің ойымша адамдар бұл подкастты блокнотпен түртіп алып жазарлықтай ақпараттар айтылған сыңайлы. Енді сізді білмеймін, бірақ өзіме өте қатты әсер етті әңгімелер. Менің де өмірлік мақсаттарыма жетуіме белгілі бір компас болды. Сол себепті сізге айтар алғысым шексіз, және кейіпкер подкастының 140 комьюнити академия жобасының атынан сізге ұсынатын кішігірім сыйлығымыз бар. Қабыл алыңыз. Рахмет. Вау, саналы ұрпақтың гардеробы дейді мәссаған. Бұл біздің осындай кішігірім мерч. Вау. Сіз күнделікті өмірде киіп, осы ішінде жаздық киімдер. Сіз осы киімдерді кию арқылы ертең бүгін ақ футболка туралы отыр едік. Енді өміріңізге әртүрлі түсті киімдер енетін болды. Разы болсын. Негізі әрқашан 140-қа жетекші нем бар.
алғысым, өйткені енді Жұлдызай ханыммен де о баста таныстық, одан кейін де қанша рет жұмыс істедік. Әрқашан өзім мақтанып айтатын бірден бір компаниялардың бірі деп есептеймін. Себебі мен бұл нарықты біраз жыл білем, бірақ шынымен былай ішкі құндылық жағынан болсын, қазақилық жағынан болсын, менің ойымша ең бір ерекше көзге түсетін компаниялардың бірі. Сондықтан жұмыстарына береке тілеймін. Егер бір күн пайдалы болса, әрине өте қуанамын. Егер сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер мүмкін, бірақ менің жалпы бүгінгі кегімдегі бір мақсаттардың бірі мүмкін бүгін емес, бүгін кейін емес, бірақ бір күні тыңдайсыздар деген ойдамын. Шынымен шынайы нелерді ашуға тырыстым да, іштегі ойларды ешқандай жасырынғысыз, қалай болды солай болды деп. Керемет болды. Подкаст барысында өзіңіздің болашаққа қойған белгілі бір мақсаттарыңызды айтып қалдыңыз. Сол мақсаттарыңызға жетуге тілектеспіз. Биік белестерді бағындыра беріңіз. Тек қана алға. Біз де сізбен мақтанамыз. Біздің жалпы жастар үшін, 140-тағы жастар үшін бетке ұстар тұлғалардың бірісіз. Рахмет көп подкастқа келіскеніңізге. Ал ендеше құрметті көрермендер, біздің подкастымыз аяқталды. Сіздерге подкаст ерекше әсер етті деген ойдамыз. Подкаст бойынша түйген ойларыңызды, пікірлеріңізді төменге жазып кетсеңіздер болады. Біз барлық пікірлерді оқимыз. Ендеше қош сау болыңыздар. Келесі подкасттарда жолыққанша.